Hürmetli kengеш мүшелері, bizim mecliste кезекті диссертациялық кеңесте қаралатын бір мәселе күн тәртібінде Әлиева Жанат Әбілжанқызымен қазақ поэзиясында көне түркілік сарын және оның оқыту ұстанымдары тақырыбында 6D001-700 қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін дайындаған докторлық диссертациясын қорғау. Диссертациялық кеңестің мүшелері бүгін түгел қатысып отыр. Біраз енді қазір келеді, кешігін келеді, өреге кеші себепті қазір жарты сағаттың ішінде мәлімет ұзағаш келеді. Сосын кім келеді? Айжамал. Олар хабарласты, жарты сағатта жеткенін. Енді диссертациялық кеңес төрағасы мен Смановтың диссертанттың отандық кеңесшісі болуына байланысты мәжілісте бүгін диссертациялық кеңестің отырысын төрағаның орынбасары, филология ғылымдарының докторы, профессор Қанат Тәңірбекұлы аяқынан жүргізеді. Мына сізде Тәңірбекұлы неден бастап арада болсын. Сіздің мәлімет мен кешігіп өтінемін. Оның жаңағы объективті себебі болды. Құрметті кеңес мүшелері, мәжіліске қатысушылар, кірістер, докторанттар, іздеушілер, барлық келген қонақтар. Диссертациялық кеңестің бекітілген құрамы 15 адам, мәжіліске қатысып отырғаны 15. Барлығы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласына бақылау комитетінің ережесіне сәйкес диссертациялық кеңестің отырысын ашуға кворум бар деп санаймыз. Қарсы қалыс бар ма? Жоқ. Онда бастаймыз. Ұсыныс бірауыздан қабылдады. Бірауыздан қабылдады. Қазір құрметті диссертациялық кеңес мүшелері бүгін күн тәртібінде түсініп отырсыздар. PhD дәрежесін алу үшін 6D001-700 қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша Әлиева Жанат Әбілжанованың қазақ поэзиясында көне түркілік сарын және оны оқыту ұстанымдары тақырыбындағы докторлық диссертацияның қорғауы. Күн тәртібіне бекітуге дауыс берулеріңізді сұраймын. Қарсы қалыс жоқ. Онда қарсы жоқ болса күн тәртібі бірауыздан бекітілді деп санаймыз. Енді қорытынды аннотациясы қолдарыңызда жұмыстың және қорытынды жобасы бар бәріңізде. Диссертациялық жұмыс Қазақ мемлекеттік қыздар практикалық педагогикалық университетінде орындалған. Отандық ғылыми кеңесші филологияның докторы профессор Ержанова Сәуле Баймырзақызы, педагогикалық бағыттағы ғылыми кеңесшісі, педагог ғылымдарының докторы профессор Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясы корреспондент мүшесі Сванов Бақтияр Орысбайұлы, шетелдік ғылыми кеңесшісі PhD доктор Әуезова Зифа Алуа Мұратовна, Нидерланд мемлекеті. Рецензенттер Искакова Айгүл Сериковна, филология ғылымдарының докторы профессор Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, Жұмажанова Түркен Қонысбайқызы, педагог ғылымдарының докторы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры. Диссертация қорғауға алғаш рет ұсынылып отыр. Әлиева Жанат Әбілжанның жеке іс-қағаздарын таныстыру үшін диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы, филолог ғылымдарының кандидаты, доцент Пәкизат Тегізбайқызы Әуесбаеваға сөз берді. Құрметті төраға, құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, Әлиева Жанат Әбілжанқызының диссертациялық қорғауы бойынша жеке іс қағазы және өтініші бар. Әлиева Жанат Әбілжанқызы 1982 жылы 25 қаңтарда дүниеге келген. Ұлты қазақ. 2008 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтын қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бітірген. 2010-2012 жылдары филология мамандығы бойынша Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің магистратурасында оқып, гуманитарлық ғылым магистр дәрежесін алған. 2012 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының оқытушысы. 2013-2016 жылдар аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасында докторантурада қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білім алды. 2016-2017 оқу жылынан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті қазақ әдебиеті кафедрасының оқытушысы қызметін атқаруда.
Отбасылық жағдайы дұрыс құрмаған. Зерттеу жұмысы бойынша отандық және шетелдік басылымдарда докторант Алиеваның 12 ғылыми еңбегі бір мақаласы Скупс компаниясының деректер базасына кіретін инфофакторлы журналда жарық көрді. Бір оқу құралы баспадан шыққан іс қағаздарда жоғары білім туралы дипломның көшірмесі, гуманитарлық ғылым магистрі дипломның көшірмесі, докторантураның бағдарламасын толық игергендігі туралы транскрипт бар. Докторлық диссертация орындалған мекеменің қорытындысы, ғылыми әдіснамалық семинардың төрайымы, педагогика ғылымдарының докторы, доцент Жанат Дәулетбекованың қолы қойылған және Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің бірінші проректоры, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Әлиев Бахадир Азимжановичтің қолымен бекітілген 2016 жылдың 29 маусым күнгі Қазақ әдебиеті кафедрасының кеңейтілген мәжілісінің 10-шы хаттамасынан көшірме тіркелген. Докторлық диссертацияның тақырыбын бекіту туралы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ғылыми кеңес мәжілістерінің 2013 жылдың 28 қарашадағы нөмір 3 және диссертация тақырыбы мен ғылыми кеңесшілерін нақтылау бекіту туралы 2016 жылдың 27 қазанындағы нөмір 2 хаттамаларының көшірмелері бар. Іс қағаздасумен бірге Абай атындағы Қазақтың ұлттық педагогикалық университетінің кітапханасына, Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасына, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитетінің ғылым ордасының кітапханасына диссертациясын өткізгендігі туралы анықтама, ұлттық ғылыми техникалық ақпарат орталығының диссертация қорымен сәйкестігі айқындалмағандығы туралы анықтама, диссертация жұмысының 3 тілдегі қысқаша түйіні, ғылыми мақалалардың тізімі мен көшірмелері, отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілері, филология ғылымдарының доктор профессор Ержанова Сәуле Баймырзақызының, педагогикалық бағыттағы ғылыми кеңесшісі, педагогика ғылымдарының доктор профессор Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясы корреспондент мүшесі Сманов Бақтияр Өрісбайұлының, шетелдік ғылыми кеңесшісі PhD доктор Әуезова Азифа Алуа Мұратқызының пікірлері бар. Рецензенттер: Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы профессор Смақова Айгүл Серікқызының, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының докторы Жұмажанова Төкенов-Тұрысбайқызының пікірлері бар. Барлық құжаттар Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласына бақылау комитетінің талаптарына сай рәсімделген. Диссертацияның іс қағаз жөнінде сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Онда диссертациялық жұмыстың негізгі қағидаларын таныстыру үшін сөз келесі Алиева Жанат Әбілжанқызына береді. Министрлік кеңес төрағасы, кеңес мүшелері және ізденуші докторанттар және осы қорғауға келіп отырған докторанттар. Бүгінгі біздің зерттеу тақырыбымыз, диссертациялық зерттеу тақырыбымыз қазақ поэзиясында көне түпілік сары және оны оқыту ұстанымдары. Тәуелсіздігімізді жариялап саяси экономикалық дербестігімізді барша әлем мойындап, руханиятымыздың зерттеу аясы кеңейген сайын бүгінгі күні ұлттық сөз өнері құндылықтарын жаңаша зерттеу, оны ғылыми әдістемелік жүйесін жасаудың қажеттілігі артып отыр. Бұл қажеттілікті өтеу мақсатында ұлттық әдебиетке және оны оқытудың әдістеріне бірнеше ірі міндеттер жүктелді. Әсіресе ұлттық әдебиетіміздің арғы тегі, оның алғашқы бастаулары тарихи тұрғыдан айқындап, ежелгі мұралардың әдебиеттің өсіп өркендеуіне тигізген әсері, көркемдік ықпалын саралау осы мәселені оқытуда айрықша маңызға ие болды. Қазіргі таңда әдебиетті оқыту әдістемесіне байланысты басты мәселе қазақ жастарын ақпараттандыру, қоғамның ғылыми талабына сай білімді де білікті, тәрбиелі де мәдениетті азаматтар етіп қалыптастыру. Бұл оқыту мен тәрбиелеудің барлық саласында қарастырылған өзекті мәселе. Халқымыздың өзіндік келбеті, рухани әлеміне зор өзгеріс әкелген кеңес үкіметі, қазақ әдебиеті сол кеңес үкіметі тұсында пайда болды дейді. Ал бұл пікірді дегенмен белгілі ғалым Бейсенбай Кенжебаев және оның шәкірттері Алма Құраубаева, Немат Келімбетов, Мырзатай Жолдасбеков сынды ғалымдардың еңбектері ерлікке парапар еңбектері мен нақты ғылыми зерттеулері ежелгі қазақ әдебиеті және оның арналары деген ұғымды қалыптастырды. Бұл әдебиеттанушы ғалымдардың ғылыми еңбектерінде қазақ әдебиетінің бастауы қайда, ежелгі қазақ әдебиеті тарихтың қай кезеңінен басталады,
Ол қандай жәдігерлерден тұрады, онда қандай тәлім-тәрбиелік ойлар айтылғаны туралы түсінік қалыптасты. Осының нәтижесінде қазақ поэзиясында түркілік сарынның көрініс табуы біршама ғалымдардың зерттеу нысанына айналды. Соның негізінде ғылыми диссертациялар жазылып, ұжымдық зерттеулер жарық көрді. Қазіргі әдебиеттанудағы бұл бағытта жүргізілген осындай зерттеу жұмыстары үлкен ғылыми жетістік болғанымен, көне түркілік әдебиеттің поэзиясында көрініс табуын және оны жоғары мектепте оқыту, оның ғылыми әдістемелік жүйесін жасау қазіргі кезде кезек күттірмес мәселелердің бірі болды. Сол себепті әдебиеттің тарихи кезеңдерінің өзіндік даму ерекшеліктерін ескере отырып, қазақ поэзиясында көне түркілік сарын көріністерін әдебиет әдістемелік тұрғыдан кешенді талдау қажет болды. Сондықтан қазақ поэзиясының даму үрдісінде көркемдік дәстүр жалғастығы мен дәуірлік жаңашылдықтың негізінде көне түркі әдебиетінің көркемдік белгілерінің болуы, оны оқыту мәселелері зерттеу тақырыбымыздың өзектілігін және маңыздылығын айқындады. Жоғары оқу орнында қазақ поэзиясында көне түркілік сарынды оқыту зерттеуіміздің нысаны болды. Қазақ поэзиясында көне түркілік сарынды оқыту әдістемесі бұл зерттеу әдістемесі ретінде зерттеу пәніміз болды. Осы зерттеу пәнінің болжамы, егер қазақ поэзиясында көне түркілік сарынды оқыту әдістемесі пәнін оқыту негізінде студенттердің пәндік құзыреттілігі қалыптасып, оның ғылыми әдістемелік жүйесі айқындалса, онда студенттер қазақ әдебиетіндегі дәстүр жалғастығын сипаттай отырып, өзіндік ой-пікірін қорғауға дағдыланады, ұлттық құндылықтар мен асыл мұраларды құрметтеуге, қадірлей білуге үйренеді, жан-жақты дамыған жеке тұлға ретінде танылады. Өйткені теориялық білімге негізделген пәндік құзыреттіліктер өзінің оң нәтижесін береді. Қазақ поэзиясында көне түркілік сарын көрінісін айқындап, жүйелеу және оны оқытуды білім беру үдерісіне ендіру мүмкіндіктерін қарастыру зерттеу жұмысымыздың мақсаты. Ал осы мақсат үдерісіне шығу үшін алдымызға мынадай міндеттер қойылды. Қазақ поэзиясының нәрала бастау бұлақтарын айқындау, осы поэзиядағы сарындарды оқытудың ғылыми әдістемелік негіздерін айқындап, әдіснамалық тұрғыдан жіктеу, әдебиеттің әр кезеңіндегі жыраулар поэзиясындағы көне түркілік сарын ықпалдастық негіздерін айқындау және оның көрінісін оқыту үдерісіне енгізу, жоғары оқу орнында қазақ поэзиясында көне түркілік сарынды оқытудың ғылыми теориялық әдіснамелік негізін анықтау, қазақ поэзиясында көне түркілік сарынды оқытудың негізгі ұстанымдары мен әдістерін анықтау, түркілік сарынды оқытуда қолдануға болатын тиімді технологияларды саралау және осы сарынды оқытуда оқу үдерісіне пайдалану үшін таңдау курсының мазмұны мен әдістемесін ұсыну. Қазақ поэзиясында көне түркілік сарынды оқытудың ғылыми әдістемелік жүйесін ұсыну, оның тиімділігін эксперимент нәтижелеріне сүйене отырып дәлелдеу. Осы зерттеу жұмысымызды жүргізгенде біз мынадай әдіс тәсілдерді қолдандық. Зерттеудің ғылыми теориялық және әдіснамалық негіздерін айқындау барысында салыстырмалы теориялық, тарихи объективті аналитикалық және жинақтау, даралау, ой қорыту, жалпылау әдістері, эксперимент ұйымдастыру кезеңінде бақылау, сауалнама, әңгіме, диагностикалық әдістер, зерттеу нәтижелерін қорытындылау барысында аналитикалық әдістер, талдау, қорыту мен ақпаратты өңдеу әдістері, эксперименттік мәліметтерді сапалық және сандық тұрғыда сараптау, жинақтау әдістері қолданды. Тақырыптың зерттелу деңгейіне келетін болсақ, ұлт поэзиясы және көне түркілік ежелгі дәуір түркі тектес халықтардың әдебиетінің поэзиясы, сонымен қатар қазіргі қазақ поэзиясын талдауға арналған әдеби сын зерттеу еңбектер жұмыстың негізгі әдіснамалық әрі теориялық тірегі болды. Ахмет Байтұрсынов, Мұхтар Әуезов, Исмаилов, Қасқабасов, Жақсылықов, Немат Келімбетовтың және Ержановалардың ғылыми зерттеу еңбектері мен Қадыр Мырзалиевтің, Әбіш Кекілбаевтың мақалаларында сөз болды. Сонымен қатар тәуелсіздік кезеңіндегі поэзия ақындары Жанат Әскербекқызы, Темірхан Медетбеков ақындардың поэзиялық жинақтары негізге алынды. Орыс әдебиеттануында түркі жырларын қарастырған Себілева, Көроғлының және Мұрат Аджидің еңбектері бар. Аталған еңбектерде көне түркі әдебиетінің табиғаты, жанрлық сипаты кеңінен қарастырылып тұжырымдар жасалды. Қазіргі таңда жоғары мектепте әдебиет оқытудың басты мақсаты заманына лайықты, бәсекеге қабілетті, білімді де білікті оқытудың жаңа технологиялармен жан-жақты қаруланған маман даярлау. Оқыту үдерісі барысында жеке тұлға ұлттық мәдени құндылықтарды, әдеби асыл мұраларды, терең теориялық білімдерді меңгереді. Соған сәйкес білім берудің әрбір даму кезеңіне тән заманауи үлгі ретінде
танылатын өзіндік теориялық әдіснамалық ерекшеліктері болады. Осы себепті осының негізінде философиялық тұжырымдар мен пікірлер әр ғылым саласының бастапқы кезінде өз жемісін береді. Қазақ философиясында әдебиеттің адамзат өміріндегі мәні туралы әртүрлі тұжырымдар бар. Ежелгі қазақ философтары мен би шешендерінің ұлағатты нақылдарында сөз құдіреті туралы біршама пікірлер бар. Атап айтар болсақ, Аристотельден кейін екінші ұстаз Әл-Фарабидің, Әл-Беруни және де Асан Қайғы, Қорқыттың еңбектерінде, шығармаларында осы философиялық сарын, дидактикалық сарын барын байқаймыз. Қазақ поэзиясындағы бұдан шығатын түйін қазақ поэзиясында көне түркілік сарындардың бастау негіздерін оқытуда, әлеуметтік қоғам дамуындағы сөз өнерінің құдіретін, оның философиялық, психологиялық, педагогикалық негіздерін басшылыққа алу өте маңызды. Бұл мәселенің шығу төркінін көне жәдігерліктерден, ақын-жыраулар поэзиясынан, кейінгі ғасырда жырымен сусындатқан ақын шығармаларынан тапқан абзал. Осының негізінде біз айтылғандардың осыған орай қазақ поэзиясында көне түркі сарынды оқытудың алдына мынандай философиялық негіздер қалыптасты. Түркілік сарынды оқытуға байланысты туындаған философиялық қағидалар қазақ әдебиетінің тарихи кезеңдерін оқыту саласының ең қажетті, ең тиімді құрамдас бөлігіне айналды. Әр кезеңнің шынайы болмыс бітімін, халықтың таным түсінігін, сипатын түркілік сарын элементтер негізгі теориялық өзекті құрайтындығы анықталды. Білім адамзат жинақтаған рухани әдеби құндылықтар жүйесі болғандықтан философиялық ой пікірлерді талдауға мүмкіндік туды. Нәтижесінде қазіргі қазақ поэзиясында көне түркілік сарындарды талдауда әр студенттің көзқарасы аталған мәселеге деген қатынасы айқындалды. Өз бетімен білім жинай білу дағдылары қалыптасты. Білім игерудің жаңаша жолдары арқылы оқыту жүйеленді. Адамзат баласының жай-күйін, сыр сипатын зерттейтін ғылым саласы ретінде психологияның орны ерекше. Соңғы жылдары психология ғылымында кең қанат жая басталған саралап, даралап, деңгейлі оқытудың негізінде әрбір жеке тұлғаның өзіндік табиғатын тану мәселесі жатыр. Осының мақсатында мынандай қағидаларға негізделеді. Әр студентке бірдей көңіл аудару, студенттің жеке қабілетін ерекше қадірлеу, ұжымдық оқытудың тәрбиелік мүмкіндігін пайдалану, әр кезеңнің өзіндік ерекшелігіне жете көңіл бөлу, студенттің жеке тұлғалық қасиеттерінің шыңдалуына мотивация тудыру. Себебі жеке тұлғаның дербестігін ескеру мәселесі оның ақыл-ой таным деңгейінің өзіндік ой пікірлерімен білуге ұмтылысымен, қызығушылығымен бірлікте қараудан басталады. Қазақ поэзиясында көне түркілік сарынды меңгертуде әсіресе көркем мәтінмен жұмыс істеу, оны талда өзіндік ой қорытындыларын жасауға аса мән беріледі. Көркем мәтінді талдау мен біріктіру, салыстыру тәрізді ой тәсілдері қазақ поэзиясында көне түркілік сарындарды меңгертуде жиі қолданылады. Берілген мәтіндерде негізгі ойды табу, сол ойлардың шығуына түрткі болған тірек сөздерді анықтау, автордың негізгі идеясын айқындау, басқа авторлармен салыстыру, ой тұтастығын қарастыру, тағы басқа жұмыс түрлері күнделікті сабақ үстінде орындалатын тапсырмалар. Осының негізінде мысалы қазақ поэзиясында көне түркілік сарында кездесетін адамның қасиетіне байланысты студенттерге салыстырмалы кесте беруге болады. Онда шығарманың атауы, шығармадан үзінді, шығармадан әлеуметтік психологиялық мәселелер және студенттің жеке өзіндік ой қорытындысы талдау тапсырылады студенттерге. Осының нәтижесінде қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарынды оқытудың психологиялық негіздері зерттелуде, ондағы психологиялық қасиеттердің әлеуметтік қоғамда сипаттаудағы іс-әрекеттерін былайша топтастыруға болады. Қазақ поэзиясында көне түркілік сарын элементтері адамзаттық рухани құндылықтарға негізделеді. Адам бойындағы жақсы жаман қасиеттерін бейнелеу арқылы дұрыс тәрбиелеуге бағыттау, екіншіден тәлім-тәрбиені дұрыс жүйелі қалыптастыра отырып, ата-бабаларымыз аңсаған әділетті тәуелсіз ел болуға үндеу, үшіншіден қазақ елінің болашағы жастардың бойында адамгершілік иманды қасиеттерді қалыптастыру, төртіншіден рухани құндылықтарға негізделген мәңгілік ел тұжырымдамасының жүзеге асуы.
қазақ поэзиясында көне түркілік сарынды оқытуда рухани құндылықтардың жүзеге асуы барынша кемеңгер ой мен парасаттылыққа құрылған олардың мән маңызын ашып зерделеу арқылы халқымыздың терең психологиялық таным түсінігінен хабар аламыз. Осы зерттеу жұмысының педагогикалық негіздеріне келетін болсақ, қазіргі кезде республикамыздың егемендігі мен бейбітшілігін сақтауда жеке тұлғаның бойында ұлттық құндылықтар мен қасиеттерді дамыту арқылы қазақстандық отансүйгіштік сезімді қалыптастыруға үлкен мән беріліп отырғандығы, Қазақстан Республикасының Конституциясында сонымен қатар білім заңдары мен мемлекеттік тұжырымдамаларда және тағы басқа нормативтік құжаттарда айқын аңғарылады. Қазіргі ақпараттандыру қоғамына сай әлеуеті жоғары мәдени, рухани, әлеуметтік және ғылыми техникалық негізі қалыптасқан жеке тұлғаны тәрбиелеу және оны оқытуда жоғары білім сапасына қол жеткізу жоғары мектептің басты мүддесі. Себебі жоғары білім әлемдік білім кеңістігіне және толығымен кіруді қамтамасыз ете отырып, еліміздің экономикалық әлеуметтік жағынан дамуының шешуші факторы болып саналады. Сондықтан білім беру жүйесінде оқыту ұстанымдары білім алушының рухани танымдық қажеттілігін өтей отырып, оның шығармашылық қабілетін дамытады. Белгілі бір салада кәсіби әрекет етуге дайындайды. Жеке тұлға ретінде қалыптасуына көмектеседі. Негізінен оқыту ұстанымдары оқытушы мен білім алушының сабақ үдерісінде бүкіл іс-әрекетін реттеп, оны дұрыс жолға бағыттайтын, сабақтың сапалылығына кепіл болатын ережелер мен заңдылықтардың жиынтығы. Біз өз зерттеуімізде осы ұстанымдарды басшылыққа ала отырып, теорияны практикамен байланыстыру ұстанымы, студенттердің жеке қабілеттерін ескеру ұстанымы, ғылымилық ұстаным, көрнекілік ұстанымы, жүйелік және бірізділік ұстанымы, саналылық пен белсенділік ұстанымы, ақпараттық ұстанымдарды басшылыққа алдық. Бұл дидактикалық ұстанымдар таңдап алуға зерттеу нысанының өзіндік ерекшеліктері әсер етті. Зерттеу жұмысымызда эксперимент ретінде Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасы белгіленді және осы оқу орнында жүзеге асырылды. Зерттеу нәтижесінің дәлелдігі мен негізділігі зерттеу жұмысының нәтижелері әдіснамалық тұрғыда дәлелденуімен, зерттеу әдістерінің тиімділігімен, зерттеу еңбектеріне талдау жасалуымен Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті қазақ әдебиеті кафедрасының қазақ тілі мен әдебиеті мамандығында қазақ поэзиясында көне түркілік сарынды оқыту әдістемесі таңдау курсының оқу үдерісіне енгізілуімен қамтамасыз етілді. Осы пәнді енгізу және ол пәнді жүргізу барысында біз жаңа инновациялық технологияларды өзіміздің зерттеу жұмысымызға пайдаландық. Кестеде көрсетіліп тұрғанда ойын арқылы оқыту технологиясы, тірек сигналдары арқылы оқыту, проблемалық оқыту, деңгейлік саралап оқыту, оқытудың компьютерлік технологиясы, дамыта оқыту технологиясы, модульдік оқыту технологиясын, осы технологияларды әдебиетті оқытуда жаңа интербелсенді әдіс ретінде пайдалануымызға болады. Аталған технологиялардың қай-қайсысында да әдебиет сабақтарында пайдалануға тиімді. Бұл технологиялар ең алдымен студенттің сабақтың сапасын арттырады, екіншіден жақсы нәтижеге қол жеткізеді, үшіншіден студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттырады, төртіншіден білім алушының шығармашылық қабілетін шыңдайды. Бұл пікірді кесте түрінде былай да көрсетуімізге болады. Технологияның атауы модульдік оқыту, дамыта оқыту, деңгейлік саралап оқыту, ойын арқылы оқыту технологиясы. Осының негізінде оқытуды оңтайландыру, жеке тұлғаның ойлау қабілетін дамыту, жеке қабілеттерін дамытуға оңтайлы жағдай туғызу, дағдыны игерудің тұлғалық қызметтерін сипаттау мақсаты, қамтамасыз ету мақсаты алынды. Және бұның маңыздылығы ретінде студенттің жеке жұмысын ізденімпаздықпен орындауы, ойлау қабілеті арқылы әлеуметін жетілдіру, бағдарламалық материалдарды әртүрлі жобадағы деңгейде ұсыну, ақпараттарды өңдеуге бағытталған іс-әрекет. Сипаты ретінде жеке даралық жұмыс, алуан түрлі ой қызмет түріне тарту, жеке дара әдістерді оқыту және шығармашылық қабілеттер қалыптасқан тың ойлар әдістері. Бұл оқытуда пайдаланылатын технологияның сипаттамасы. Осы қазақ поэзиясында көне түркілік сарынды инновациялық технологияларының оқытудың әдістемесі, яғни білім берудің деңгейлік оқыту технологиясы, ұжымдық оқыту технологиясы, сыни тұрғыдан оқыту технологиясы мен
кешенді жұмыс түрлері, тапсырмалар, мәтіндер, студенттің өздік жұмысы және студенттің оқытуымен өздік жұмысы арқылы оқыта келе нәтижесінде осы қазақ поэзиясында көне түркі сарынды оқытудың инновациялық технологиялары арқылы оқыту негізінде студенттің кәсіби құзыреттілігі қалыптасады. Осы оқыту технологияларын пайдаланғанда біз деңгейлік саралау технологиясы мен білім алушының ұстаздың белсенді шығармашылық қызметін дамытумен қатар білім алушыға соңғы кезде оқыту үдерісінде жиі қолданылатын технологиялардың бірі бұл ұжымдық оқыту технологиясы. Ол мынандай тәсілдер арқылы жүзеге асырылады: жекелей оқыту, жұптық оқыту және топтық оқыту, ұжымдық оқыту болып. Мұнда оқыту түрі ұжымда тек қана бірлесіп жұмыс істеу емес, сонымен қатар жарысқа түсу, бәсекелестік тудыруды да көздейді. Біз ұжымдық оқытуда студент мынандай рөл атқарады: студент ұйымдастырушы, кеңесші, жасаушы, жазушы, талдаушы, дәлелдеуші, тексеруші, бағалаушы болып осындай қызмет атқарады. Ұжымдық оқыту білімді жеке тұлғаға қарай бағыттай беру технологиясы. Ол кейде ұйымдастырылған диалог, ұжымдық оқыту деп те аталады. Оқытушы іс-әрекет қызметін ұжым атқарады, яғни жаңа білімді меңгерту, тапсырмаларды орындау, бір-бірінің жұмыстарын саралау, бағалауда өздері жетекшілік етеді. Мұғалім, ақыл кеңесші қызметін атқарады. Ұжымдық оқыту технологиясының моделі жұптық оқыту, жекелей оқыту, ұжымдық оқыту және топтық оқыту. Осы қалай десек те, осы ұжымдық оқыту технологиясы өзінің ұзақ жылдар бойы тәжірибесін, өзінің тиімділігін осы тәжірибеде дәлелдеп келеді осы уақытқа дейін. Шығармашылық жұмыстарды жүзеге асыруда ұжымдық оқытудың жұптық тәсілі өте маңызды. Қазіргі кезде осы жұптық оқытудың тұрақты жұп, өзгермелі жұп және ерекше жұп моделі қалыптасқан. Оларға тоқталатын болсақ, студенттер өз қалауы бойынша жұп құрады және жұпқа екі жақсы оқитын немесе бірі жақсы, бірі орташа оқитын студент кіреді. Тапсырмаға 4 студент қатысады, 4-ке бөліп орындайды. Әр студент өз жұмысын қалған 3 студентке түсіндіреді. Сол себепті 3 деңгей қалыптасады. Ал ерекше жұпқа топтағы студенттердің әрқайсында жеке-жеке жұмыс болады. Әр студент жеке дара оқытушымен жұмыс істейді. Кейін біреу қалған 3-еуіне түсіндіреді. Ұжымдық оқытудың тағы бір түрі бұл топтық оқыту. Топтық оқытудың жұмыс моделі топ спикері және топ жетекшісі болады. Топтар 1-ші, 2-ші, 3-ші топтар және эксперименттік сарапшыға да оқытушы және топ жұмыстарының өзгеріс енгізуші, корректор, нұсқаушы, кеңесші. Бұл топтық оқытудың моделі болып саналады. Ұжымдық оқытуда топтағы студенттердің ортақ мақсаттары болады. Алынған білімді бір-біріне сол сәтте жеткізеді, өзара әрекеттестік пен ынтымақтастық қалыптасады. Тақырыптар, тапсырмалар әртүрлі болады. Ал зерттеу деңгейіміздің экспериментіне келетін болсақ, эксперимент деңгейі Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 3 кезеңге топтастырылды. Бірінші кезең анықтаушы кезеңі 2013-14 оқу жылдары, қалыптастырушы кезең 14-15, бақылаушы кезең 15-16 оқу жылдары болды. Осы эксперимент жұмысының негізгі мақсаты қазақ поэзиясында көне түркі сарынды оқытуда сапасын арттыру негізінде жеке тұлғаның дамуына сәйкестендіре отырып, олардың материалды толық игеруін, жүзеге асыруын, әдеби білім даму деңгейінің дамуын қалыптастыру болды. Эксперимент жұмыстарын жүргізуде бастапқы деректер Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде бақылау тобы және эксперимент тобы болып бөлінді, 2 топ алынды. Осының негізінде экспериментке дейінгі студенттердің 73% аталған мәселе туралы аз білетіндігін, студенттердің 21% оқулық көлеміндегі берілген тапсырмалардың меңгеруімен шектелетін, студенттердің 6% аталған мәселеге мүлдем көңіл аудармайтындығы байқалды. Осы курсты игеру барысында студенттердің пәнге деген қызығушылығы артып, және оны ары қарай өздерінің зерттеу нысандарына алды. Мысалы, атап айтар болсақ, пәнге
меңгерудегі үлгерім нәтижелері қазақ поэзиясына көне түркілік сарында бақылау тобында 28% болса, ал қазақ поэзиясына көне түркілік сарында оқып үйренгеннен кейін үлгерім нәтижелер 75%-ға артты. Ал эксперименттік топтікі пәнді оқығанға дейін 25% болса, пәнді меңгергеннен кейін 90%-ға дейін көтерілді. Соның негізінде осы эксперименттік нәтижеде студенттердің білім деңгейлері курсты игеру кезінде эксперименттік деңгейде өте жақсы 18 студент, жақсы 6 студент, қанағаттанарлық 1 студент нәтижесінде 87%-ға дейін жетті. Бақылау тобында 25 студенттің 10 студенті өте жақсы деген студент 9, 6 студент қанағаттанарлық нәтижесінде 75%-ға дейін көрсеткіші жетті. Осы зерттеу жұмысының экспериментке дейінгі және кейінгі сызбалар деңгейлері мына кестеде көрсетілген. Мысалы, атап айтар болсақ, экспериментке дейін жоғары деген 8%, орташа 7,2, төмені 6%. Ал осы эксперименттен кейін жоғары көрсеткіш 8,2, орташа 3,2, төмен 1,2-ге дейін азайды. Яғни осы пәнге деген қызығушылықтарын артқанын көруімізге болады. Оқу жұмысына жоспарына енгізу мақсатында студент тәжірибелік топқа ұсыныстар берілді. Сол кезде тереңдетіліп оқытылатын пәндер қажет деген студенттердің 91%, берілген оқу бағдарламасы бойынша оқу керек 6% және ұсынысым жоқ деп 3% жауап берді. Ал дәл осы сұраққа бақылау тобының жауаптары мынандай болды. Тереңдетіліп оқытылатын пәндер 3%, тек қана берілген оқу бағдарламасы бойынша оқу керек 70%, ұсынысым жоқ 27%-ды білдірді. Осы студенттердің эксперименттен кейінгі оқу жұмыс жоспары бойынша ұсынысы мына кестеде көрсетілген. Сөзімізді қорытындылай келе, қазақ поэзиясында көне түркілік сарынды оқытуда зерттеу барысында мынандай нәтижелерге сүйене отырып тұжырымдар жасалды. Қазіргі кездегі білім беру саласының алдында тұрған басты бағыт жан-жақты дамыған рухани қазынасы бай әлеуметтік бейімделген жеке тұлға қалыптастыру, оқытушы мен тәрбиелеудің тиімді жолдарын іздестірумен ғана шектелмей, сол білімді студент бойына дарытуда, оның педагогикалық, психологиялық жағдайларына көңіл бөлу қажеттілігі қарастырылған. Қазақ поэзиясында көне түркілік сарын элементтері ұлттық құндылығымен ерекшеленеді, сондықтан болашақ қазақ тілі мен әдебиет мамандарының бойында адамгершілік, рухани, мәдени қасиеттерін қалыптастырады, кәсіби білігін жетілдіруде бағыт-бағдар болады. Студенттің кәсіби танымдық қабілеттерін дамытуға бағытталған ғылыми әдістемелік жүйе қазақ поэзиясында көне түркілік сарындарды оқытудың арнайы ұстанымдар негізінде жүзеге асырылып, оң нәтиже береді. Жоғары мектепте қазақ поэзиясында көне түркілік сарынды жоғары деңгейдегі оқыту тиімділігін арттырудың және оны меңгерудің мақсатына тиімді әдіс-тәсілдер жүйесі көрсетілді. Осы озық технологияның кейбір үлгілері оқыту жолдары арқылы сабақ үрдісінде дәйектелді. Студенттердің білім білік дағдыларын танымдық, тәрбиелік, дамытушылық қарым-қабілеттерін зерттеуде бақылау эксперимент жұмыстары жүргізіліп, қорытынды сарапталды. Дәстүрлі білім берудегі жаңа технологиялар біліп бір-бірімен сабақтастыра кіріктіре отырып меңгерту түпкі нәтижеге білім сапасын жоғары деңгейге жеткізудің ұтымды жолы екендігін байқатты. Түйінде айтқанда, сабақ шығармашылық жұмыс өйткені ол оқытушының оқу пәнінің ғылыми негіздерін жетік білуді, студенттердің тақырыпқа дайындық деңгейін, шама шарқын, сабақ үдерісіндегі мүмкіндіктерді бағындап алатындай мол шығармашылық ізденістерді, іс-әрекеттерді талап етеді. Назарларыңызға рахмет. Сонымен Әлиева жаңадан диссертация жұмысының негізгі қағидаларымен жақсы таныстырды деп есептейміз. Енді сұрақ қою керек. Диссертация мазмұны бойынша кеңес мүшелері және қонақтар сұрақ қоюға құқылы. Сұрақтарыңыз. Профессор рахмет. Сіз жұмысыңызда қазақ әдебиетін өте жақсы қолдандыңыз. Бір негіз ретінде салыстырып ноғай әдебиетін алдыңыз. Сонда сізге сұрақ, осы әдебиетіндегі көп варианттылықтағы хронологиялық жүйе қалай жиектеледі?
Екінші сұрақ, ноғай әдебиетін алғашқы зерттеушілер кім екенін соларды атап шықсаңыз. Сұрағыңызға рахмет. Сәуле Айбешевна. Сәуле Жүнісовна, кешіріңіз. Біріншіден, біз бірінші сұрағыңызға жауап беретін болсақ, ноғайлы әдебиеті ол Алтын Орданың ыдырауымен және қазақ хандығының құрылуымен екеуінің ортасында екеуінің арасындағы құрылғанға дейінгі уақыт аралығын қамтитын әдебиет деп айтып жүрміз. Негізінен Ноғай ордасы шамамен бұл 15-14 ғасыр аралығын қамтиды. Тарихи деректерге сүйенетін болсақ, сол кездерде ноғайлар төртке бөлінген. Ол Кавказ ноғайлары, Сары ноғай, Қара ноғай және Маңғыт ноғайлары болып, бұлардың әрқайсының өзіндік территориялары түрлі хандықтар құрамында тіршілік еткен. Әр тарапқа бөлініп, әртүрлі хандықтар тайпалық бірлестіктер құрамында өмір сүрген. Ноғайлар бір кездері Ноғай ұлысы, Ноғайлы жұрты, Ноғай ордасы деген сияқты белгілі атауларға ие болған. Ал осы Ноғай ордасындағы көп варианттылыққа келетін болсақ, көп варианттылықтағы хронологиялық жүйе ата, бала, немере, шөбере болып жалғасады. Мысалға, ата бастаған соғысты және жауға қарсы аттанысты бала, немере, шөбере арғарай жалғастырып кете береді. Бұған мысал ретінде Қырымның 40 батырындағы Парпария және Нұрадин тағы басқа жырларды алуымызға болады. Жақсы, рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз бар, профессор? Екінші сұрақ бойынша Ноғайлы дәуір әдебиетін ең алдымен 19 ғасырда қағазға түсірген ол Шоқан Уәлиханов болып табылады. Шоқан Уәлиханов ол қазақтың батырлық эпосы сол Ноғай дәуірінде пайда болды деп айтады. Оған мысал ретінде өзінің Ер көкше, Едіге, Орақ сияқты жырлардың бірінші болып хатқа түсуі осы әдебиеттің, Ноғай ордасы әдебиетінің жаңағы пайда болуына ықпал етеді. Бұрындар Ноғай әдебиеті ол аталып келген туындылардың негізгі дені бүгінде қазақ әдебиетінің қорына еніп, оның төл туындыларына айналып кеткен. Мысалы, қазақтың құндылықтары болып саналатын Жиренше, Шешен, Алдар көсе, Ер қоса, Ер тарғын тағы басқа әдеби мұралары сол Ноғай заманының әдеби мұралары болып табылады. Сонымен қатар оны 20 ғасырда Сәкен Сейфуллин өзінің зерттеу еңбектерінде де қарастырды. Ол мысал ретінде Қозы Көрпеш, Баян сұлу, Қыз жібек, Қамбар батыр, Ер көкше жырларын дәлел ретінде солардан өзінді мәліметтер алып, осы Ноғай дәуірі әдебиетіне жататынын, сол дәуірдің әдебиеті екендігін өзінің зерттеу еңбектерінде дәлелдеп көрсеткен Сәкен Сейфуллин. Сонымен қатар Мұхтар Әуезовтің де 1927 жылы жазылған әдебиет тарихы деген еңбегінде де осы Ноғай дәуірі әдебиетіне тоқталған. Жақсы, Сәуле Жүнісовна, қарағаттардыңыз ба? Профессор Касымова. Жанат Абишевна, менде сізге бір сұрақ. Қандай қиыншылықтармен студенттер кездесті мотивтік талдау өткізгенде? Өйткені мотивтік талдау өте қиын анализ. Сонда қандай қиыншылықтармен студенттер кездесті мотивтік талдау өткізгенде? Сұрағыңызға рахмет, Рашида Тәуекеловна. Мотивтерді қандай қиыншылықтар кездескенде, ол кезде жаңағы салыстыруларда, мысалы, көне түркілік ең алғашқы күлтегін білге қалған тонкөк жырларындағы мотивтермен қазіргі кезеңдегі сарындарды, мысалы, тәуелсіздік кезеңдегі, жыраулар кезеңдегі, сонымен қатар 20 ғасырдағы ақындардың еңбектерінде, шығармаларында студенттердің, мысалы, ескі сөздерде түсінбеушілік болды кішкене арасында. Бірақ та оның бәрін олар зерттеу барысында, оқу барысында өздері жеңе білді және жоғары нәтиже көрсете білді. Сол мотивтердің негізінде. Жақсы. Дәрежет Тәуекелқызы, бұл қанасының жақсы. Профессор Дәулетбекова жаңа тұрар бөлімізі. Енді жаңа Әбілжанқызы осы зерттеу жұмысында бір таңдау курсын ұсынған екенсіз. Сол таңдау курсын қараған кезде
Ал көне түркі дәуірден бүгінгі күнге дейін поэзиядағы түркі сарынды қарастырып, соның ішінде мен қызықтыратын мынау жыраулар поэзиясын сол түркі сарынның көрінуі қалай болды, қандай тақырыптарда сол сарындар ерекше көрінді? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ жаңа Айжан Айтынғалиқызының сұрағымен байланысты болды. Сіз ұсынған қазіргі қазақ поэзиясында, мысалы, қыздар поэзиясында бар ма осы түркілік сарын? Мүмкін сол қыздарға жақынырақ болған шығар. Соны жырлаған қазақ ақын қыздары бар ма екен? Одан кейін сол бар болса, сол неден үзінді оқып берсе ең жақсы болар еді. Әдебиетшілер құрғанда құлағымыздың сұршы қансында Поэзия боласың. Сұрағыңызға рахмет. Жанат Тұрарбекқызы, жыраулар поэзиясындағы түркілік сарын кездесетін, мысалы, Доспамбет жырауда азау деген өлеңінде жырында, сонымен қатар Үмбетей, Шалкиіз, Ақтанберді жыраулардың шығармаларында осы жыраулық көне түркілік сарын дәстүрі жалғасқан. Сонымен қатар Бұқар жыраудың шығармаларында, Бұқар жыраудың жаңағы ақыл кеңесшісі Үмбетей жыраулардың шығармаларында осы түркілік сарын кездеседі. Ал қазіргі кездегі ақын қыздардың, тәуелсіздік кезеңіндегі ақын қыздардың еңбектеріне сүйенсек, жаңа Жанат Әскербекқызының Жанат Әскербекқызының Қаз қанатындағы ғұмыр және Қаңтардағы Қызылгүл деген еңбектерінде осы көне түркілік сарын және сол дәуірлерге жаңа Жанат Әскербекқызының көк түріктің аруы болып неге тумадым деп өзінің ойын білдіреді. Осы өзінің көне түркілік сарындарға байланысты шығармаларында. Бір өзіңді оқып беріңіз. Диссертацияңыз болыңыз осы. Тыңдағыңыз келіп отыр көне түркі. Жанаттан басқа ешкімде жоқ па? Күләш Ахметованың еңбектерінде кездеседі. Кез келген Жаққа білуіңіз. Жаққа білмейсіз поэзия. Қағазына қойған. Өлеңдерді оқыса. Жанат Әскербекқызының көк түріктің ұланы неге болмадым, бөрілі туды көтеріп, бөрдей жауға тиетін, шығыр торғай көз сауып кетін, көк бөрі болып ұланым, көк көлді көкте өтерем, асау көк болып шырағым, Балқан тауға да жетерем, төсегінен түңілген адам жүрер жерлерге көк байрақ тігіп кетерем, көк түркінің аруы болып тумадым, Умай анаға сыйынып, ерлерге сәлем қыларем, басымды жерге жеткізе иіліп, қажетте болса қолыма садақ алмаспен, жауатын болттай түйіліп деген өлең жолдарында бабалар заманын аңсай отырып, өзінің асыл арманын айтады осы өлеңнің негізінде. Және профессор Шаттығөл менде де жаңа Жанат апай қойған сұрақ менің де ойымда отыр еді. Енді қазіргі поэзияның авторларының ішінде кездесем, енді ол сұрақтың жауабын алып, енді менің қойғым келіп отырған тағы бір сұрағым жаңа эксперимент мәселесіне сіз басты ұстанымыңыз ретінде осы көне түркілік сарынды оқытуға байланысты ұстанымдарыңыздың бірінде білім алушылардың жеке ерекшелігін ескеру ұстанымын басты ұстаным болып алған екенсіз. Ал енді сіз сол курсты жүргізу барысында білім алушының тобын қалай іріктеп алдыңыз? Неге сүйендіңіз? сұрағыңызға рахмет, Шаттық Келесбекқызы. Сіздің сұрағыңыз бойынша жауап беретін болсақ, қосымша оқу пәнін ретінде жүргізілген қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарынды оқыту әдістемесі курс кезінде біз студенттермен тығыз байланыста жұмыс жасауға мүмкіндік туды және олардың білім деңгейлерін көтеру мақсатында біз инсерт әдісінің стратегиясын пайдаландық.
ол инсерт стратегиясында мен білемін, білмеймін, мені таңғалдырады және мен үшін жаңа ақпарат деген белгілер қойылып отырып оқу тапсырылады. Ол инсерт әдісінде оқыған түсінуге, өз ойына басшылық етуге, ойын білдіруге үйрететін ұтымды құрал. Бұны біз сабақтың басында да және қорытындысында да пайдалануымызға болады. Осы инсерт әдісінің стратегиясын қолдану нәтижесінде топтағы студенттер бәрі бірдей қатысады және олардың бәріне тапсырма беріледі де олар сабаққа бәрі бірдей бір ауыздан атсалысады, өз ойларын жеке-жеке айтады. Осы инсерт әдісі осындай жаңа технологиялық әдісі сабақты жүргізуде өзіндік жоғарғы әдістердің бір деңгейін көрсететін жоғарғы әдістердің бірі деп айтуымызға болады. 50 студент осы біздің эксперимент нәтижесіндегі эксперимент қатысып отырды. Дұрыс. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Профессор Жұбайұлы, Сіз қазақ поэзиясында көне түркілік сарында теориялық және практикалық тұрғыдан қатар қарастырып жүрсіз. Сізге дейін осы бағытта зерттеулер болды ма? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, экспериментті қай жылда жүргіздіңіз? Сұрағыңызға рахмет. Орнай Сағынғалиқызы, қазақ поэзиясында көне түркілік сарынды оқыту біздің зерттеу еңбегімізде түркі мұраларын оқыту ұстанымдары бұл кешенді түрде алғаш рет зерттеу нысаны етіп қарастырып отырған диссертация. Дегенмен қазақ поэзиясында көне түркілік сарындарды оқыту сарынға байланысты жазылған диссертациялар, ғылыми еңбектер жазғанда ғалымдар ол көне түркілік поэзиясына сілтеме жасамай кеткендер жоқ қатар. Мысалға айтар болсақ, Немат Келімбетовтің, Жанат Әскербекқызының докторлық диссертациялары, сонымен қатар Әділғазы Қайырбековтің кандидаттық диссертациясы осы қазақ поэзиясында көне түркілік сарындардан тұжырымдары негіз етіп алып, оларға сілтемелер берілген. Ал екінші сұрағыңызға келер болсақ, негізінен эксперимент Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде жүргізілді. 2013-14 оқу жылында анықтаушы эксперимент, 14-15 оқу жылында қалыптастырушы және 14-15-16 оқу жылдарында қорытынды эксперимент жүргізілді Қазақ әдебиеті кафедрасында. 2016 жыл эксперименттің қорытындылары жинақталды. Анықтау эксперименті кезінде біз студенттермен әңгіме жүргізу, тест тапсырмаларын орындату арқылы олардың көне түркілік сарынға деген білім деңгейлерінің жоғарғы екендігін және қандай тақырыптарға қызығатындығын анықтадық және соларға талдау жасадық. Нәтижесінде қалыптастырушы және қорытындылаушы эксперимент барысында қосымша оқу пәні оқыған эксперимент тобының білімі жоғары екендігі өзінің нәтижесін көрсетті. Сұрақтарыңыз бар ма? Профессор Құдайберген Жанат Әбілжанқызы, сіздің диссертациялық тақырыбыңыз қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарын және оның оқыту ұстанымдары. Соның ішіндегі қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарынның былайша айтқанда оның поэзиядағы кейінгі көрінісі, тарихи, сабақтастық, белгілі бір мерзімдік өзгерістер мен осылардың бәрін айтып жатсыз. Сізге де дәл қазір деземейді. Бірақ осы сарынның поэзиядағы сабақтастығын, тәрбиелік мәніне беретін болсақ, тәрбиелік мәнінің немесе нәтижесін неден сөйлейміз? Бұл поэзиядағы содан соң жалпы қазіргі кезеңдегі халыққа кәдімгі өмірге жетеді. Сұрақ түсінікті болды ма? Түсінбесе Сұрақ түсінбедім. Қазақ поэзиясындағы түркілік, көне түркілік сарынның поэзиядағы сабақтастығының кәдімгі қазақтың немесе қазақстандық өмірдегі сабақтастығы. бүгінгі өмірмен сабақтастық. Бүгінгі күнменен сабақтастығы дейді ғой. Бүгінгі өмірмен сабақтастығы. Қазақ поэзиясындағы Ахат, түсіндім сұрағыңызға. Рахмет. Сұрағыңызға Айжамал Ибраевна,
кез келген тарихи дәуірдің заманның өзіне тән тарихи ерекшелігі болатынына белгілі бір кезеңде өмір сүрген ақындардың өз дәуіріне қоғамына сай өзіндік үндік лирикалық поэтикалық сазы болады. Дәстүр мен жаңашылдық екі түрлі категория болғанымен олардың арасындағы байланыс өте берік, әрі желісі үзілмейтін тұтастық. Дәстүр мен жаңашылдық туралы ғылыми тұжырымдарға тоқталсақ, дәстүр жалғастығы тұтас идеялық эстетикалық дәреженің көтеріліп, жанрлық тақырыптың алқабын кеңеюін, шеңберлігінің шыңдалуын айтады. Дәстүр әрдайым жаңашылдыққа келіп тіреледі. Жаңашылдық өзгеше формаға еніп, дәстүрдің қойнауына шығады да қайталай дәстүрге айналады. Міне, осындай ғылыми пікірлер негізінде жалпы кез келген шығарма өзіне дейінгі қалыптасқан бір дәстүрге негіз сүйеніп айтылады. Сүйенері белгілі. Ал осы дәстүрге сүйену дегеніміздің өзі бұрыннан қалыптасқан пішіндік, әдіс тәсілдік ерекшеліктер сақтай отырып, жаңа идеялық мазмұнға қол жеткізу болмақ. Ал осы негізде ұлттық әдебиетімізде терең қалыптасқан қазіргі кезде Абай дәстүрі, Мағжан дәстүрі және Мұқағали дәстүрлері, осындай дәстүрлі мектептердің маңызы сол әдебиет дамуына қосқан әсері мен ықпалында жатыр. Қазіргі кезде осы жалғасуда Сәкен Иманасовтың, Темірхан Медетбековтің көк түріндегі сарыны, Жанат Әскербекқызының еңбектерінде осы дәстүрлік сарын, дәстүр жалғастығы өзінің маңызын арттыруда. Поэзияда. Айжамал Ибрагимқызы келісіңіз бе? Поэзияда келістім. Жақсы, рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Бәріңіздің зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бұндай сұрақтар диссертацияның болашағы үшін, жұмыстың болашағы үшін өте маңызды деп санаймын. Сондықтан оларды болашақта жұмыс жасайды. Қазір сөзді диссертациялық кеңестің неге келді. Докторлық диссертация орындалған мекеменің қорытындысымен және шетелдік кеңесшісі философия докторы Әуезова Зифа Алуа Мұратқызының пікірімен таныстыру үшін сөз кезегі ғалым хатшы филология ғылымдарының кандидаты доцент Әуесбаева Пәкизат Теңізбаеваға берді. Докторлық диссертация орындалған мекеменің қорытындысы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры, міндетін атқарушы филология ғылымдарының докторы Жанұзақованың қол қойуы және қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің бірінші проректоры, физика-математика ғылымдарының докторы профессор Әлиев бекіткен 2016 жылдың 29 маусым өткізілген кеңейтілу өткізілген мәжілістің 10-шы хаттамасының көшірмесі бар. Құрметті кеңес мүшелері, хаттаманың көшірмесін толық оқымай-ақ, тек қорытындысымен таныстырып шығуға рұқсат етіңіздер. Диссертант Әлиева Жанат Әбілжанқызының 6-011-700 қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін дайындалған қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарын және оны оқыту ұстанымдары тақырыбындағы докторлық диссертациясы қорғауға ұсынылсын. Ұсынылып отырған ғылыми еңбек толық аяқталған дербес ғылыми еңбек қазақ әдебиеті салаларындағы өзекті мәселелерді қарастырған маңызды жұмыс. Құрметті кеңес мүшелері, шетелдік ғылыми жетекшінің пікірі қазақ тілге берілген пікірдің қазақ тілдегі нұсқасымен таныстырып шайын. 6-011-700 қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін жазылған Әлиева Жанат Әбілжанқызының қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарын және оны оқыту ұстанымдары атты диссертациялық жұмысына шетелдік жетекшінің пікірі. Бірінші, тақырыптың өзектілігі. Бүгінгі білім беру үдерісін оңтайландыру мен жетілдіру ұлттық ғылым мен руханият алдында жаңа міндеттер қоюда. Жоғары мектепте жекелеген пәндерді оқытуда білім алушының өзін-өзі тануына, шығармашылық қабілетінің шыңдалуына, оның дара тұлға ретіндегі қасиеттерінің қалыптасуына жағдай жасау жаңа педагогикалық бастаудың негізін қалауда. Сол себепті жоғары мектепте оқытылатын әр пәннің әлеуметтік дамудағы рөлін, студентті білімде де білікті маман болып шығуына түрткі болатын заңдылықтар мен оқытудың басты қағидаларын жүзеге асыратын үрдістерді ғылыми тұрғыдан нақтылай түсу қажет. Қазақ халқының көркемдік ойлау дәстүрінің тарихы өте көне замандардан бастау алады. Біздің жыл санауымызға дейінгі ежелгі дүниенің сақтар мен ғұндар сияқты көне замандардағы
көне түріктер сияқты бабаларымыздың таным түйсіктерінің бейнелікке көркемдік ойлауға ұласуы ғажайып әдеби туындылардың туына себеп болды. Табиғат пен қоршаған ортада болып жатқан алапат құбылыстардың тылсымын тануға деген құштарлық көшпелі жұрттардың қарабайыр, тұрпайы ойлаудан гөрі бейнелі суретте сипаттау қасиеті күштады. Әдеби шығармалардың тақырып ауқымы кеңейіп, көркемдік идеал қуаты күшейіп, эстетикалық құндылық артты. Міне жалпы көне түркілік әдебиетке тән осы қасиеттердің барлығы сол түркілік жұртының үлкен бір бұтағы саналатын қазақ әдебиетінде бойында толық сақталған. Ғасырлар бойы екшеліп, бірнеше қабат сүзгіден өтіп жетілген осы түркілік әдеби сарында қазақ әдебиетінің нәр алар негізгі арнасы, бастау бұлағы болды. Уақыт талабы мен заман сұранысына орай осы әдеби құбылысты арнайы зерттеу қажеттілігі туғалы көп уақыт болса да, бұл келелі шаруаның бүгінде болса қолға алынғандығы қуантады. Сондықтан да қазақ поэзиясында түркілік сарының көрінісі мен оны оқытудың мәселелерін саралай зерттеп, жан-жақты талдау, әдеби дәстүр жалғастығының тарихи көркемдік ерекшеліктерін айқындау жұмыс тақырыбының өзектілігін танытады. Екінші, алынған нәтижелер негізділігі мен дәйектілігінің, олардың жаңалығының дәрежесі. Диссертациялық жұмыстың дәйектілігі қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарындардың көрініс табуын әдебиет тарихы кезеңдері аясында жүйелі түрде ғылыми теориялық және әдіснамалық тұрғыдан жан-жақты қарастырудан танылады. Зерттеу тақырыбына байланысты отандық және шетелдік ғалымдардың әдеби теориялық, философиялық, психологиялық және педагогикалық еңбектері зерделенген. Қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарындардың сюжет құраушылық қызметінің ерекшеліктері жан-жақты қарастырылады. Біздің дәуірімізге дейінгі ежелгі тайпалардың әдеби жәдігерлерінен бері қарай желі тарта отырып, көне түркілік орта ғасырлық түркі әдебиеттерінің сюжеттік арнасы қамтыра сан алуан тақырыпты саралайды. Көне түркілік сарындардың қазақ поэзиясындағы белгілерін ашуда салыстырмалы типологиялық әдісті қолдана отырып, оны оқытудың даралық ұстанымдарындағы ғылыми жүйелейді. Зерттеу барысында ұсынылған ғылыми тұжырымдар мен диссертация материалдарын жоғарғы оқу орындарының 6В-10-011-700 қазақ тілі мен әдебиеті, 6В-020-500 филология мамандығының студенттеріне қосымша оқу құралы ретінде көне түркі жазба ескерткіштері, әдеби дәстүр және жаңашылдық мәселелері, қазақ әдебиетінің тәуелсіз кезеңі сияқты арнаулы курстарды оқытуда пайдалануға болады. Ғылыми теориялық және әдіснамалық тұрғыдан толымды тұжырымдар жасалған диссертациялық жұмыстағы қазіргі қазақ поэзиясында көне түркілік сарындарды оқытудың философиялық, педагогикалық, психологиялық негіздерін саралануын, қазақ поэзиясында көне түркілік сарынды оқытудың әдістемелік жолдарының жүйеленуі мен оны игеруге қатысты білім беру технологияларының айқындалуын, жоғарғы оқу орындары қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарынды оқытудағы білім мазмұнының нақтылануын, жоғарғы оқу орындарында қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарынды оқытудың жаңа технологиялар арқылы ұйымдастырылуы, қазақ әдебиеті сабақтары жүйесінің негізделуіне, олардың педагогикалық, психологиялық шарттарын жасалуына әкеледі. Студенттің педагогикалық біліктілігін дамытуы мен қалыптастыруда тиімді әдістер мен технологиялардың ұсынуы оның жаңалығы деп санаймыз. Үшінші, алынған жұмыс нәтижелерінің теориялық және практикалық маңызы. Зерттеу тақырып қорытындылары, әдебиеттану әдістеме, педагогика ғылымдары теорияларын жеткізуге, қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарында оқытудың әдіснамасын ғылыми негіздеуге мүмкіндік тудырады. Жоғары оқу орнындағы әдебиет тарихы мен теориясын тереңірек меңгертуге, қазақ әдебиетінің оқыту әдістемесінің теориялық негізін байытуға ықпал етеді. Ғылыми зерттеу жұмысы бойынша дәйектелген негізгі тұжырымдар мен түйіндер студенттерді күтілетін білім нәтижелерін ғылыми теориялық жағынан дәйектеуге көмектеседі. Ғылыми зерттеуде қазақ поэзиясында көне түркілік сарындарды әдебиет тарихының барлық кезеңдері аясында жүйелі қарастыру жүзеге асқан. Көне түркі сарындар желісінде пайда болған сюжеттердің әдеби дәстүр жалғастығы негізінде дамып, қалыптасу тарихы сараланған. Бұл зерттеу жұмысында қазақ поэзиясының негізгі бастаулары мен ежелгі арналары анықталып, ондағы сюжеттік желілерді құраған түркілік сарындарды оқытудың даралық ұстанымдары мен ғылыми әдіснамалық негіздері айқындалады. Қазақ поэзиясында көне түркі сарындарды оқытудың әдістемелік жүйесі нақтыланады.
зерттеу барысында ұсынылып отырған жоғары оқу орындары студенттеріне бағытталған нақты әзірлемелерді, жалпы білім беретін болашақ мамандарды оқыту барысында жоғары оқу орындары мен педагогикалық колледждердің тәжірибелерінде пайдалануға болады. Төртінші, алынған жұмыс нәтижелерінің негіздемелік және шынайылық дәрежесі. Зерттеу мәселесінің негіздемелік дәрежесі ғылыми әдістемелік еңбектерді зерттеу нәтижесінде алынғандығымен айқындалады. Оның шынайылығы жоғары оқу орындары студенттерінің кәсіби педагогикалық даярлау жүйесінің даму кезеңдеріне бағытталған әдіснаманың жеке тұлғалық, іс-әрекеттік, прагматикалық, әрекеттік, жүйелік, мәдениеттанымдық, нақты тарихи, тұлғалық бағдарлы, ілгерді ғылымилық амалдары тірек етіле отырып, ғылыми қорытындыдағы жетістіктер негізінде сипаттамен берілуі арқылы айқындалады. Бесінші, диссертацияның жеке жазылған ғылыми квалификациялық жұмысқа қойылатын талаптарға сәйкес келуі. Жанат Әлиеваның 6D01700 қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша PhD докторы ғылыми дәрежесін алу үшін ұсынылған қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарын және оны оқыту ұстанымдары атты диссертациялық жұмысының ғылымилығы мен көкейкестілігі күмән тудырмайды. Диссертациялық жұмыс толық аяқталған, дербес орындалған ғылыми жұмыс болып табылады. Диссертация нәтижелерінің ішкі тұрақтылығы кіріспедегі ғылыми ақпаратында, бөлімдерінде және тұжырымдарында айқын көрініс тапқан. Зерттеу материалдары тұтас тартылуымен логикалық бірізділігімен ерекшеленеді. Диссертациялық жұмыстың бөлімдері өзара тығыз байланысты және бірін-бірі толықтырып отырады. Алған нәтижелер ұсынылып отырған болжамдарды негіздеп, зерттеудің мақсаты мен міндетін шешуге бағытталған. Алтыншы, мақалалардың жеткіліктілігін растау негізгі ережелер, нәтижелер, диссертацияның түйіні мен қорытындысы. Диссертациялық жұмыстың негізгі қағидалары, нәтижелері, тұжырымдары мен қорытындысы, зерттеу жұмыс мәселесінің шешімі ғылыми баяндама түрінде халықаралық және республикалық ғылыми практикалық конференцияларда, Скопус компаниясының ақпараттық базасының деректері бойынша нөлдік емес факторы бар халықаралық ғылыми журналдарда, Қазақстан Республикасы білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған журналдарда, мектептердің әдістемелік кеңестерінде және баспасөз бетінде жарық көрген ғылыми мақалаларда, әдістемелік нұсқаларда көрініс тапқан. Диссертация мазмұны бойынша оқу құралы жарық көрген. Жетінші, көпшілік алдында қорғауға жіберуге ұсыну. Сонымен жоғарыда айтылғандардың негізінде ұсынылып отырған ғылыми зерттеудің орындалу деңгейінің, теориялық және практикалық маңыздылығының, ғылыми дәрежелерді беру ережелерінің талаптарына сәйкестігін негізге ала отырып, Әлиева Жанат Әбілжанқызының 6D01700 қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша PhD доктор ғылыми дәрежесін алуға дайындалған қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарын және оны оқытудың ұстанымдары атты диссертациялық жұмысын қорғауға ұсынуға болады деп есептеймін. Шетелдік кеңесші PhD докторы Зифалова Әуезова. Жақсы, Пакизаттың рахмет сізге. Енді сөз кезегі жетекшілерде, орталық жетекшісі, құрметті кеңес мүшелері. Әлиева Жанат Әбілжанованың орталық жетекшісі, филология докторы, профессор Ержанова Сәуле Баймырзақызына берді. Тағы да сәлеметсіздер ме, құрметті кеңес мүшелері, құрметті төраға, құрметті әріптестер. Бүгінгі мынау үлкен алдарында келіп отырған тақырып қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарын деп табылады. Яғни бұл жұмыстың өзінің ең негізгі тұжырымы да тақырыптың өзектілігі де өзіне өзі айқын көрініп тұр. Өйткені 11-ші елбасымыздың мәңгілік ел идеясының тұжырымдамасына негізделген ең бірінші кезекте. Яғни сол осы әдебиеттегі, өнердегі, осы сарының, көне түркілік сарының кездегі ең өзекті, ең келелі, ең мәселелі тақырыптарына біраз уақыт болды. Тәуелсіздік кезеңінен бастап осы мәселені айналдырып жүрген бірнеше ғалымдарымыз және айтып сөз қойып жүрген, зерттеп жүрген оқырмандар бар, жеке тұжырымдар бар, ғылыми тұжырымдар сондықтан бұл ғылыми жұмысқа негіз болып деп айтуымызға болады. Әрине, ғылыми жұмыста көне түркілік сарының алғашқы сарын деген мәселені мәселе етіп, өзіне жұмысына алған Мұхтар Әуезов болатын. Өзінің алғашқы еңбектерінде осы сарын мәселесіне алғашқы тұжырым жасаған. Бірақ бұл келе-келе бұл сарынның өзі заманның ағымына, алтынына байланысты, өзгерісіне байланысты деңгейіне, сол
заманның уақытына үніне сәйкес келіп жатыр. Яғни тәуелсіздік кезеңдегіде мысалы кеңестік дәуірдегі поэзиядағы басқа үлгілер тәуелсіздік кезеңінде жаңаша тұрпат алды. Тек қана формалық жағынан емес, ол мазмұн жағынан да, яғни мазмұнның кей кезде формаға да өзгеріс түсіріп отыратын белгілі. Көне түркілік сарынында осындай тұжырым болып қалыптасуына, ғылыми зерттеу еңбектерге негіз бола бастағанына осы тәуелсіздік кезеңі деп айтуымызға болады. Өйткені естеріңізде болатын болса, соңғы жылдары зиялылық сарын деген шықты, көне түркілік сарын деген шықты болса, сарынға көне түркілік сарынның да жеке ғылыми тұжырым ретінде талдануына үлкен бағыт болды деп айтуымызға болады. Бұның өзі де үлкен проблема, өзекті мәселелер жатқанын айқындатты. Сондықтан да жұмыстың мынау алынуына, осы зерттеу объектісі болуына негіз болды деп айтуымызға болады. Әрине, жұмысты өздеріңіз көріп отырсыздар, өте күрделі, ауқымды, ол жан-жақты бір ғана әдеби жағына тұрғыда ғана зерттеуді қажет етпейді, оған деректеген, тарихи мәліметтер де береді. Сол негізде одан бөлек педагогикалық, психологиялық, философиялық тұрғыдан қарастыру жағы көзделді. Ал оның бәрі нәтижесі қалай көрінеді? Әрине, оның нәтижесінің бәрі эксперимент арқылы көрінеді. Эксперимент 3,5 жылға созылды. Белгілі бір топ, бақылауға алынған топтың өзінің нәтижесін көріп отыру әр жылдың қорытындысында. Ол бірнеше жұмысты, үдеріссіз жұмысты көрсетіп отырды. Яғни, эксперимент нәтижесіндегі осы кезең, осы сарынды оқытудағы жұмыста бір оқу құралы да жарық көрді. Ол оқу құралы 1 жыл бойы айналымға түсті деп айтуымызға болады. Одан кейін бар және қазіргі кезде осыны элективті пән ретінде ұсыну қолға алынып отыр. Жалпы менің айтатыным енді әдеби жәдігерлерді қарастыруда ұлттық ұстанымдар, ортақ түркі руханият туралы сөз айту және оның нәтижелері туралы оқыту мүмкіндігі ендерді туды деп айтуымызға болады. Осы уақытқа дейін мүмкіндік аз болып отыр деп айтқан кезде. Өйткені қазақ әдебиетінің шығу тегі мен қалыптасу кезеңдерін айқындаудағы басты бағыт ғылыми негіз болуға тиіс болған осы аталмыш тақырыптың түбегейлі зерттеусі тәуелсіздік алғаннан кейін барып нақты қолға алынды. Онда да көне түркілік сарыны идеялардың қазақ әдебиетінде көрініс табуы әдебиеттің әртүрлі кезеңдеріндегі үрдіс ретінде жеке-жеке қарастырылды. Бұл зерттеулердің әдеби дамудың кезеңдік ерекшеліктерін айқындауда маңызы зор болғанымен, олар ұлттық әдебиеттің тұтас руханияттық келбеті мен тарихи ажырамас бірлігі тұрғысындағы өсіп өркендеуін және ұлттық құбылыс ретіндегі сипатын оның ғылыми әдістемелік негіздерін толық ашып бере алған жоқ еді. Сондықтан да Әлиеваның қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарын және оны оқыту ұстанымдары атты диссертациялық жұмысы осы бағыттағы кешенді зерттеу жұмысы ретінде құнды болмақ. Көне түркілік сарынның әдебиет тарихының барлық кезеңдерінде көрініс табуын әдеби дамудың ерекше құбылысы ретінде қарастыру және оны оқытудың ұстанымдары мен ғылыми әдіснамалық жүйесін талдау да бұл зерттеудің өзектілігін танытады. Диссертациялық жұмыстың қазақ өлеңінің тарихындағы көне түркілік балтастық негіздері, қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарындарын оқытудың ғылыми әдіснамалық негіздері, қазақ поэзиясында көне түркілік сарындарды оқытудың әдістемелік жүйесі деп аталатын үш таралымның барлығында да осы оқытудың педагогикалық, психологиялық, философиялық негіздері қарастырылып, әдістемелік жүйесі негізде сараланды. Білім мазмұны айқындалып, оқытудың инновациялық технологиялар тәжірибе жүзінде талданған. Зерттеу жұмысын орындау барысында Әлиеваның сауаттылығының ізденгіштігі байқалады. Зерттеу жұмысының мазмұны тақырыпқа сай тағайындалған, диссертациялық жұмыста қаралып отырған мәселе толық әрі терең қарастырылған. Зерттеу нысанына байланысты әртүрлі деңгейде пікір білдіретін ғылыми еңбектер болып қамтылған. Сондықтан да Әлиева Жанат Әбілжанованың қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарын және оның ұстанымдары тақырыбына жазылған диссертациялық жұмысы құрылымы, көлемі жағынан талапқа сай жазылғандықтан қорғауға олардың еңбек ретінде ұсынамыз. Рахмет, назарларыңызға. Жақсы. Рахмет, сөйлеп айтыңыздар. Енді келесі сөз құрметті кеңес мүшелері Әлиева Жанат Әбілжанованың педагогикалық бағыттағы кеңесшісі, педагог ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясы корреспондент мүшесі, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінің профессоры Сманов Бақтияр Өрісбайұлына беріледі. Қадірлі кеңес мүшелері, құрметті әріптестер, мына бүгін қорғалып отырған 6.011.700 қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін жазылған Әлиева Жанат Әбілжанқызының қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарын және оның оқыту ұстанымдары атты диссертациялық жұмысына пікір.
Диссертациялық жұмыста қазақ әдебиетінің қайнар бастаулары мен оның қалыптасып, дамуының тарихи, көркемдік негіздері, қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарын және оның оқытудың ұстанымдары қарастырылған, мәселелері қарастырылған. Осыған орай зерттеу жұмысында көне түркілік сарынның ежелгі түркілік идеялардың 20 ғасырға дейінгі қазақ әдебиетіндегі негізгі түр болып есептелген поэзиядағы көрінісі нақты әдеби материалдар мен ғылыми тұжырымдарға сүйене отырып сараланған. Көркемдік негізі сонау сақтар мен ғұндар сияқты біздің жыл санауымызға дейінгі өмір сүрген ежелгі түркі тайпаларының батырлық дастандары мен ұлы қағанат құрған көне түркілердің тасқа жазған әдеби мұраларында қалыптасқан әдеби дәстүрлердің қазақ поэзиясында көрініс табуының өзіндік ерекшеліктері мен оның ұлт руханиятына ықпалы ғылыми теориялық негізде қарастырылып, нақты мысалдар менен тәжірибелер арқылы зерттелген. Қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарынның көркемдік дәстүр жалғастығы үрдістерімен үйлесім таба отырып, қазақ әдебиетінің тарихының дәуірлік кезеңдеріндегі поэзияның жанр және пішін жағынан дамуын, жекелеген авторлар шығармашылығындағы ежелгі дәуір әдеби мұраларының ықпалын саралай отырып, ұлттық әдебиеттің арғы деген алғашқы бастауларын тарихи тұрғыда айқындау да зерттеу тақырыбының өзектілігін танытады. Диссертацияда ұлттық әдебиеттанудағы қазақ әдебиетінің тарихында өрлеу мәселелеріне арнайы тоқтала келе, әдеби дәстүрлердің қалыптасу заңдылықтары мен көркемдік ойлаудың даму эволюциясы негізінде туған жаңашылдықтардың көне түркілік әдеби мұралармен тығыз байланыстылығы жүйелі талданған. Көркем мәтін әдеби шығарманың негізі десек, көне түркілік әдеби жәдігерлер бізге сол ауызша фольклорлық үлгіде емес, жазба мұра ретінде жетті. Бүгінгі ұлан-ғайыр Еуразия құрлығын мекендеген көптеген түркі халықтарының туы атасы, көне түріктердің мемлекеттік тарихы, қоғамдық әлеуметтік келбеті, тағы басқа өзіндік ерекшеліктерін нақ осы көне жазбалар мәтіндеріне сүйене отырып жасалды. Бұл жаңа заман ғылымының орасан зор жетістігі болды деп есептейміз. Ежелгі дәуірдегі Шу батыр, Еген Окон дастандары мен Күлтегін, Білге қаған тағы басқа әдеби мұралардағы батырлықты дәріптеу, елдікті аңсау идеяларының ноғайлы дәуіріндегі Қырымның 40 батыр секілді жырларда қазақтың хандық дәуіріндегі жыраулар поэзиясында қайтадан жаңғыруы зерттеуде тарихи салыстырмалық тәсілге сүйене отырып, айқындалса имандылыққа шақыру, сарынның тәуелсіздік кезеңіндегі поэзияның бас тақырыбына айналуы, имандылыққа шақыру сарынның тәуелсіздік кезеңіндегі поэзияның бас тақырыбына айналуы, бір-бірімен үзілмес арқау-арқа байланысқан әдеби дамудың үрдісі ретінде қарастырылады. Ғылыми зерттеу жұмысында елбасы Назарбаевтың интеллектуалдық ұлт 2020 атты бағдарламасына сәйкес еліміздің қоғамдық әлеуметтік саласында инновациялық серпілістер жасау міндетіне орай ұлттық әдебиетті зерделеудің негізгі ұстанымдары айқындалған. Зерттеу жұмысы қазіргі таңда қазақ әдебиетін оқытуда ұстанымдарды пайдалануда өзіндік жаңашылдығымен, идеяларының соңлығымен, танымдық және тағылымдық мәнінің жоғарылығымен ерекшеленеді. Бәсекелестікке қабілеттілік өмір сүруді талап етіп отырған жаһандану кезеңінде әр ұлттың өзін-өзі сақтауы, оның білім беру жүйесіндегі тұғырларының беріктігіне, әлеуметтік мәдени әлеуетінің биіктігіне тәуелді екенін ескерсек, қазақ әдебиетін оқытуда инновациялық үрдісті зерделеген бұл зерттеудің мәнділігі айқын көрінеді. Диссертацияда қазақ поэзиясында көне түркілік сарын үлгілерін оқыту, негізінен тарихи және заманауи көркем шығармалардағы ұлттық болмыс, ұлттық таным, қоғамдық сана деңгейлерін сипаттауда дәуір шындығыменен астастырыла зерделенген. Сол себепті зерттеу жұмысының практикалық құндылығы жоғары болған деп ойлаймыз.
Онда жасалған теориялық тұжырымдар мен әдіснамалық тұғырлар білім беру мекемелерінде ұлттық әдебиетімізді оқытуда арқау болатын мәнді маңызды желілерді елдің тарихи тағдырымен тұтастықта тануға мүмкіндік береді. Сол арқылы ғылыми жұмыс осы бағыттағы жаңа әрі тың зерттеулерге, болашақ зерттеулерге негіз бола алады. Көне түркілік сарын элементтерінің көркем әдеби мұралары арқылы құндылықтық сипатта қарастырылуы, зерделенуі және оның жоғары оқу орындарында оқыту мәселелері бұл жұмыстың қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінде тың көзқарастар қалыптастыруға мүмкіндік береді деп санаймыз. Бұл жұмыста қазақ поэзиясында көне түркілік сарын мәселелерін оқытуда әдістеме ғылымының негізгі қағидаттары мен заңдылықтары ескерілген. Көне түркілік сарын көріністерін мифтік, поэтикалық және нормативті және тарихи сана тұрғысында зерттелуі, оқыту ұстанымдарын дәстүрлі және жаңа технологиялар дегенде сабақтастықта қарастыруы және зерттеуге негіз болған тірек ұғымдардың жан-жақты талдануы, оның әдіснамалық негіздерінің тиянақтылығы мен тереңдігіне дәлел бола алады. Диссертациялық жұмысты жазу барысында зерттеу қорытындылары мен ғылыми тұжырымдар жасауда бірізділік сақталған. Сөз соңында айтарымыз, Жанат Әлиеваның диссертациясын толық аяқталған, қазіргі талапқа сай жазылған зерттеу жұмысы ретінде қорғауға жіберуді ұсынамын. Ғылыми жетекші біз. Рахмет. Рахмет. Келесі кеңесші меніңше біраз нәрсеге тоқталған сияқты. Енді екінші рецензенттерге сөз береміз, сарапшыларға. Қайдағанымыз қалай бұл? Іште кетпейді. Енді бұл заманы қорғауға болады. Шында да біздің әдеби қазақ поэзиясында түркілік сарын деген үлкен теориялық әлемдік деңгейде зерттеліп жатқан тақырыпты методика ғылым саласына түсіріп осындай әртүрлі мамандар, методистер отырған советтер қорғаудың нәтижесінде көріп отырмыз. Ал енді философия докторы дәрежесін алу үшін жазылған ғылыми жұмыстыққа қойылатын квалификациялық талаптар деңгейіне келсек, ғылыми нәтижелер осы тұрғыдан іске асқан. Жоғары оқу орнында өзі эксперимент жүргізген жоғары оқу орнында істеп жүрген Қыздар университетінде қандай нәтижелер істелді деген жаңағы орташа жоғары дейді, оның бәрі эксперимент нәтижесінде диссертациясының 50%-ын методикалық жаңағы эксперименттік баяндау және тұжырымдары келтірілген. Ізденушінің диссертацияда тұжырымдаған нәтижені тұжырымдар мен қорытындылардың негізделу және шынайы дәрежесі осы теориялық талдаумен оны қалай іске асыру керек оқыту процесінде, мектепте, жоғары орындарында деген өзі жаңа методиялық тұрғыда әрқайсысын жаңағы мотивтер мен сарындармен келтіріп айтқан сабақтардың нәтижесі тағы да келтірілген. Сонда мен таңғалған әдеби теориялық зерттеумен 50% методикалық жаңа қосымшалары бар. Жұмыстың жаңа деңгейде қорғалуы мен үшін де бір жағынан жаңағы прикладное значение, ғылыми зерттеу, біз зерттеу институттар жазамыз да қоямыз, бұны іске асу жағын бұл диссертацияда зерттеуші қолға алған сияқты. Ізденушінің диссертацияда тұжырымдалған әрбір ғылыми нәтижесінің қорытындысының жаңалық дәрежесі осы деңгейден шығып тұр. Алынған нәтижелердің ішкі бірлігінің бағалануы. Аталған үш тарауда қазақ өлеңі тарихындағы көне түркі ықпалдастық негіздері, қазақ поэзиясында көне түркі сарындарды оқытудың ғылыми әдістемелік әдіснамалық негіздері, қазақ поэзиясында көне түркі сарындарды оқытудың әдістемелік жүйесі деген нақты мақсаттар айтылған тараудың атында тұрғандай диссертацияда іске асырылған. Ізденушінің алған нәтижелерін тиісті өзекті мәселен теориялық немесе қолданбалы міндетті шешуге міндетті болатындығы туралы. Ізденуші жұмысты жазу барысында зерттеу тақырыбы бойынша әртүрлі іргелі ғылыми зерттеу жұмыстары мен сүбелі еңбектерге талдау жүргізе отырып, алға қойған мақсат міндеттерін орындай білген. Қойылған диссертацияның талаптарына сай деп ойлаймын. Зерттеу нәтижесінде ол қазақ поэзиясында көне түркі сарын және оны оқытудың ғылыми әдістемелік жүйесін жан-жақты ауқымды түрде саралап шыққан. Әлиеваның жаңаша сипатта талдаған докторлық диссертациясы қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің теориялық мәселелеріне қатысты өзіндік үлес қоса
алды деп санауға болады. Зерттеу жұмысының қорытындылары жоғары оқу орындарында жүргізілген ежелгі дәуір және түркі халықтарының әдебиеті, қазақ хандық дәуір әдебиеті, қазіргі қазақ әдебиеті, тәуелсіздік тұсындағы қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі пәндерін оқыту барысында тиімді қолдануға болады. Нақты зерттеу эксперименттік нәтижелер негізі келтірілген қай тақырыптар: отансүйгіштік тақырып, тұлға қалыптасу, отанды қорғау тақырып деген сандар нақты жүйеленіп алынған. Диссертацияның негізгі қағидасының нәтижесінің тұжырымдары мен қорытындыларының жариялануының жеткілікті толықтығына растама. Докторлық диссертация жұмысының қорытындылары мен нәтижелері халықаралық және республикалық конференцияларда, Қазақстан Республикасы білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті бекіткен ғылыми басылымдарда талқыланып жарияланған талаптарға сай. Зерттеу жұмысы бойынша ғылыми мақалалар мен авторлық бірлестікте бір оқу құралы шыққан, оны көрдік. Ал енді 8-ші тарап бапқа келсек, диссертация мазмұны мен жазылу жағынан кездескен кемшіліктер. Осындай жақсы жұмыс болса да, кемшіліктер жоқ емес. Мен тарапынан айтылған кемшіліктердің ұсынысы енді келешекте ескерілсін деген ол былай. Бірінші, қазақ поэзиясындағы көне түркі сары мәселесіне қатысты нақты мәтіндік қосымша хрестоматия екшеленгені дұрыс болар еді. Бағана сіздер қойып отырған сауалдарға қазір өзі қысылып тұрып, жатқа айта алмайды. Мына жерде хрестоматия жатса, әдемі мәтіндер ғой. Қандай ер азаматтық, отан қорғайтын мәтіндер бар. Соларды мына хрестоматия осы жерге қорғау келіп жатса, бұл нақты жұмыстың іске асқаны болады. Себебі мынандай мәтіндерді жатқа білу, бұл әр қазағы тәуелсіз кездегі азаматқа қажетті мәтіндер, мақтаныш ететін мәтіндер. Екінші, көне түркілік сарынға қатысты әлемдік әдебиеттану ғылымның соңғы мойындалған белгілі зерттеулеріне талдау жасалу керек еді. Мына жұмыстың енді жартысы методика болғаннан кейін, жаңағы біз енді мына кешірімен қарадық, қазіргі түркологтар әлемдік деңгейде көне біздің алып отқан түркілік сарында жан-жақтан 21 ғасыр контекстінде талдаған жұмыстар бар. Енді шетелдік ғалымдар былай қойғанда, ол интернеттері бар. Жаңа Шәкір Ибраевта түсіп қалған біздің жетекші түрколог Қорқыт Бабаның қазіргі контекстте зерттеген ғалым. Осындай кемшіліктер жоқ емес, себебі зерттеуші жаңағы 50% әдебиеттану, 50% методикаға кеткенде мүмкін бұл маңызды емес деп санаған боларсыз. Келешекте бұны ескеру керек, себебі мына жұмыстың қорытындысы монография болуы керек қой. Сол кезде осылар ескерілсе, шынында да қазіргі ғылымның бір іске асқан жақсы қорғау болады деп санар едім. Диссертацияның жеке жазылған ғылыми квалификациялық жұмысқа қойылатын талаптарға сәйкес келуі. Диссертация жеке жазылған ғылыми квалификациялық жұмысқа қойылатын талаптарға толық сәйкес деп санаймын. Ғылыми жұмысқа қойылатын стандартты талаптар, гуманитарлық талаптар пәндер бойынша толық сақталған. Ғылыми жұмыстың мәтін көлемі, шрифт, өлшем, басқа техникалық тиісті талаптар сақталған, орындалған. Диссертацияның жоспарлық мазмұны жеткілікті тиянақталып жазылған деп бағалап философия докторы дәрежесін алуға лайық деп санаймын. Айгүл Серікқызы, рахмет сізге. Терең талдау жасап, диссертацияны рецензент болып уақыт тапқаныңыз үшін рахмет. Қазір уақыт тапшы ғой бәрімізге. Енді рецензенттік ескертпесіне жауап беру үшін сөз кезегі Жанат Әміржанова сізге. Біз ресми рецензент профессор Айгүл Серікқызына диссертациямызды терең талдап пікір білдіргеніне алғысымызды білдіреміз. Және кейбіреуіне өз пікірімізді білдірсек, сіз айтқан кемшіліктер бойынша монография жазу туралы, оған біздің хрестоматия туралы айтуымызға байланысты біздің уақытымыз жетіспеді, алдағы уақытта оны ескереміз және монография етіп шығарамыз. Ал екінші, әлемдік деңгейдегі әдебиеттердің аз қамтылуына байланысты біз ол қолжетімділерін ғана өзіміздің жұмысымызда пайдаландық және осы өзіміздің поэзияға сайларын ғана қарастырдық. Ал болашақта Шәкір Ибраевтың еңбегін қараймын деп уәде беремін. Сіздің ескертпелеріңізді қабылдап, болашақта оның бәрін ескеріп түсінбейміз. Келесі сөз өзегін рецензент педагогтардың доктор, профессор, үлкен әдіскер Жұмажанова Төлгөл Қонысбайқызына береді. Құрметті бүгінгі төрайым, советті бастап отырған құрметті кеңес мүшелері, сіздер бүгін өте өзекті, тәрбиелі,
қажетті қорғауды қорғап жатсыздар. Біріншіден мынау қазақ поэзиясында түркілік сарын және оқыту ұстанымдары деген бүгін өте өзекті нәрсе. Өйткені біз бұны қарауға, түркілік сарынды білуге біздің студенттеріміз бен оқушыларымыздың, зерттеушілеріміздің әлі келмеді. Уақыты да жетпейді. Бізге кезінде Серік Жорабаев сабақ бергенде ағамыз айтатын, сендер түркіні қоя тұрып қазақ әдебиетін оқытпа. Сондықтан енді мен пікірімді жаздым. 9 бөлімде түгел оқымай-ақ қояйын. Бірақ сіздерге айтатын бірінші, тақырыптың өзектілігіне шек жоқ. Тақырып жақсы алынған. Айналайын, мен Жанатқа айттым, жұмысты мен танысып отырған кезде, бұл тақырыпты Сәуле завкафедра, біз жобамызға алып едік проекті. Дәл осындай тақырып емес, бірақ Түркмениямен байланыс жасап, түркі әлемін таныту дегенді мен осы биыл бітет жобаға алдық. Сонда түркі әлемінің өкілдерін біз оқыту туралы нұсқау шығардық. Мен оны бердім Жанатқа. Енді электронды оқулық, оны Түркменияға жібермейміз, ол Қазақстанда болады. Өйткені 9 сыныпта автор ретінде айтарым, оған енді келеді ғой, қазір бағдарлама өзгеріп жатыр. Түркі әлемін таныту біздің парызымыз деп ғалымдар ойлана бастады. Сондықтан да мынау Мақтымұлы Фрагидің шығармаларын оқытуды Түркменияға жіберген кезімізде біз жауап алдық. Сіздерге мұнда бір рахмет, кітаптарыңызға, жібергендеріңізге, өйткені ол ағылшын тіліне аударылған, бәрі оқи алады. Өйткені біздің алтын көпір болған өкілдеріміз Абай сияқты, Мақтымұлы Фрагиде, кешегі Назарбаев Түркменияға барғанда айтқандай, бұны білу қажет. Сондықтан да осы тақырыптың өзектілігіне мен өте қажеттігіне қызықтым. Екіншіден, осы сарынды оқыту, жаңағы бірінші сарапшы Айгүл айтып кетті ғой, айналайын, 50% методикада жатыр. Ол оңай емес, оны білу. Жанатта сұрақ беріп жатыр, қалай екен, ізденуші қалай істеді деп. Сәуле Жүнісовна неген оғайлардан аты жөнін айтып жібересіз бе ғалымдардың деп. Оны Шоқан Уәлиханов айтып жатыр, дұрыс. Бұнда да үлкен мән жатыр. Мына ғалымдардың өзіне бүгінгі қатысып отырған пайдасы өте зор. Енді тәке сіз айтып жатсыз, құзыреттіліктер аз ғой, екеу-ақ деп. Шынында және Айгүл Қасқеевна дұрыс байқаған, мына кімдің жұмысында құзыреттіліктерді таратып берген. Екеу ғана емес, мысалы пәндік құзыреттілік десе, жеке адамды талдау, ой қозғау, ақпараттандырудың мәнін түсіне білу, мәтіннің ішіне кіру деген нәрселердің бәрі таратылып берілген. Ол жоқ, жазылып тұр, ана екеу ғана қара. Сондықтан да Талап Тәңірберген қызы ойлаған, әкау бұл құзыреттіліктерді екеу ғана емес, сонда қалғаны қайда деп сұрақты өте тамаша бердіңіз. Қалғаны тұр жаным жұмысында мен көрсетіп берейін. Сондықтан да ол қараймағаннан кейін біздің ізденушіміз оны айта алмады. Оның ішінде жаңағы жеке тұлғаны дамыту деген нәрсе бүгінгі мәңгілік ел идеясымен, рухани жаңғыру идеясымен астас жатқаны белгілі. Соны шешкен зерттеуші. Жанат өзі аз іздендік, келешекте назарға аламыз деп жатыр. Бұның үлкен бастамасы бар. Енді келешекте бұл жаңағы монографиясын жазама, мақала жазама, студенттерге, оқушыларға эксперимент өткізуме, бұл келешекте өзінің аз да болса нәтижесін табатыны сөзсіз. Енді жеке тұлғаны талдау идеясы осы көне түркі сарыннан басталып, бүгінге дейін дамып келе жатқанда, бүгінгі ақындарымыздың, біздің поэзия дегендіктен ақындарды алсақ, ешқайсысы соған соқпай кетпейді. Және өзі айтты ғой, шіркін-ай, жатқа оқып жіберсе, құрышымызға ретте бұл әдебиеттен қорғалып тұр. Бұл әдістемеден, бұл поэзиядан қорғалып тұр. Менің шын мәнінде оны жаңағы егер мәтін жатса, хрестоматия жатса, сонымен бірге жұмыс істесе, біздің Жанат оны бірнеше үзінді айтып береді. Оған енді жұмыстың көлемі көтермеді деді, жетекшілер айтқандай. Келешекте мен ойлаймын, бұл түркі әлемін таныта отырып, түркі сарын меңгерте отырып, оқушыларды
алға бастыру, жастарымызды, студенттердің бойына жаңағы сіздер сұрап отырған тамаша құндылықтарды, құзыреттіліктерді қалыптастырудың жолын түгелдей шешті демесек те шешілуге бағдат берген. Енді мен пікірімнің бәрін оқымайым дедім, сын ретінде айтарым. Осы жұмысты оқып отырған кезде кемшілік ретінде айту, бұл енді кемшіліге жұмыстың сапасын қалтырап бермейді. Бірақ Жанат өзін ойласа, сенде мысалы көрсетілген қысқартулар бар, диссертация. Көптеген қысқарта салған, бірақ түсініктеме бермеген. Оны білетін адам, түркі әлемімен айланысып жүрген адам жақсы түсінеді, кез келген басқа оқитындар оны түсінбейді. Соған кішкене түсініктеме бере кетсе. Қысқартулар, бұл бірінші. Екінші, оқыту ұстанымдардың негізгі принциптері. Оларды салыстырулар айтылады, бірақ аз. Бұл біздің методикамызды, әдістемемізді ашпайды. Оған нақты мысал керек, салыстырған кезде. Жаңағы хрестоматия не үшін керек? Салыстырған кезде бір өлеңмен екіншісін поэзиямызды алып отырып салыстырсақ, міне сол кезде оның принципі де, ұстанымы да шыға келеді. Міне осылар аз берілген жұмыста. Келешекте енді бұл жұмыс ескерту жұмыстың енді маңызын төмендетпейді. Мен Сәметке риза болып отырмын осы тақырыппен. Сіздердің жұмыстарыңызды бүгінгі аяқталатын, өйткені ауқымды тақырып. Көне түркілік сарын деген өте қажет тақырып қазіргі кезде. Біздің іздеп жүрген тақырыбымыз. Бұған басқалар да байқайсыздар, кейін келешекте осы тақырыпқа қарасақ, көрсек, не жазды екен білсек деген адамдардың шығатыны сөзсіз. Жаңағыдай айтқан біздің ескертулеріміз жұмысты кемітпейді, жұмысты қорғауға болады. Енді қыздар институтында ғана емес, бұл эксперимент. Неге тек қана қыздар деп жатсыздар ғой? Бұл енді мектепке де тараттыңыздар. Жұмысты. Оны айтпады, мектепте де қосып кетіште кетпейді. Жоғарғы оқу орын, орта оқу орын. Ол жалғыз қыздар емес қой. Бізге ұлдарға келсең, олардың принципі өте тамаша айтылған. Бұл жерде ылғи қыздар институтында қыздар, анда ол бірақ мен жақсы білем, бұл жұмысты зерттеу барысында эксперимент өткізген кезде жалғыз жемпи емес, бірнеше мектептерге тарату. Оны айту керек. Диссертацияда жоқ, ол деген оны көрсету керек. Ол жалғыз жемпимен шықпайды эксперимент деген айналайында. Сіз өте тамаша байқадыңыз. Жалғыз жемпи деген эксперимент болды деп көп айтады. Онда мүмкін жүргізіле береді, жемпиде әлі жүргізіледі. Ол келешекте біздің орта білім оқу орындарын түгелдей қамтиды. Ол бағдарлама бойынша кететін нәрсе. Сондықтан да Жанатқа әлі де болса айтқан ескертпелерді ескере отырып, жұмыс істейтініне менің сенімім мол. Сіздерге көп рахмет. Уақыттарыңызды алмай бәрін оқып бермедім. Тек айтатын негіздерін ғана айттым. Рахмет. Сізге үлкен рахмет. Сондай пікір айтып, жақсы түсініктер беріп, жалпы диссертациялық кеңес бұл ғылыми лаборатория сияқты болды. Енді қазір сізге қарап есіме түсіп отыр. Қазір Момия Абылайханда диссовет мүшесі болып, мен 20 жыл сонда отырдым. Басқа сонда бізге корифейлер, ол кезде жас ғой, осы сіз құсап айтқан кезде сол білім біздің басымызға әбден сіңіп кетті. Сонда бүгінгі отырысында қорғауда докторанттар отырса керемет жақсы болды. Қандай жақсы талдау жасадыңыз. Рахмет. Және Жанатқа сонда Жанатқа болысып жатырсыз, жақсы жақтарын көрсетіп жатырсыз. Оныңызға үлкен рахмет. Ал Жанат Әбілжанова, Төкен Қонысбаеваның ескертулеріне жауап беріңіз. Бізге пікір білдірген Төкен Қонысбаеваның жан-жақты талдап жұмысымызды талдағанына алғыс білдіреміз. Болашақта апайдың Төкен Қонысбаеваның айтқан бірінші ескертпесіне қысқартуларды болашақта ашып толық жазамыз, және бұл ескерту пікірін қабылдаймыз, алдағы уақытта ескереміз. Ал екіншісінде практикалық сараптау салыстырулардың аздық етуі, ол біздің жұмысымыздың көлемі көтермеді. Сондықтан біз оны жай ғана түсіндірумен ғана өттік. Жұмыс диссертацияның көлемі көтерілмегендіктен оларға түсіндіктеме ғана беру керек.
Жақсы. Алдағы уақытта ескертпелеріңізді ескеріп қабылдаймын тілеймін. Жақсы. Дұрыс, қабылдаған дұрыс. Ол сіздің болашақ бағдарламаңыз. Рахмет. Енді диссертациялық мәжілістің ең негізгі бөлігіне көшеміз пікір алмасу. Сонда мына мені ғылыми жұмыстың барлық сарапшылар, жетекшілер, кеңесшілер түгел өздерінің пікірін білдірді. Енді сіздердің пікірлеріңізді білдіруіңізді өтінемін. Бірақ көп ұзақ айтпай, нақты кім сөз айтқысы келеді бірінші? Пікір кім білгісі келеді? Сырттан айтуға болады ма? А? Сырттан келгенді айтуға болады ма? Болады. Өзіңіз таныстырыңыз да? Атым Бекен, фамилиям Ибраим. Осы Ағуде авторлық ауызша әдебиет орталығының жетекшілік қызмет атқарып отырмыз. Біріншіден осы тақырыпқа байланысты айтарым, мына сарын дегеннің өзі қазақша кең ұғым. Соны егер орыс тіліне аударатын болсақ, бірнеше терминмен аударуға тура келеді. Ондай жағдайда, сосын мына сарын дегенде, ол қай сарын деп, оны нақтылап айтатын болсақ, тағы тарау-таруға бөлініп кетеді. Сондай жағдайда мына сөздің терминнің кең ауқымдылығы диссертациялық жұмысқа бір жағынан қиын, бір жағынан оңай. Оңай болатын себебі материал өте көп. Көне түркі сарын дегенде сол 5-6 ғасырдан бастап бүгінге дейінгі поэзияны қарасаңыз, осы сарын еш уақытта үзілмейді. Неге? Өйткені көне түркі сарын дегенде біз бостандыққа, адамның бостандығына, мемлекеттің тәуелсіздігіне, отансүйгіштікке, соған әсер ететін факторларды айтамыз ғой. Ол барлық халықтарда бар. Қазақ поэзиясының барлық дәуірлеріндегі, бүгінгі дәуірінде бәрінде барлық поэзиялық туындыларда бар. Олай болса, материалдың осындай молдығы кейде зерттеушіге қиындық тудырады, соны қайсын айтамын деп, қай саласын айтамын деп. Екіншісі, мынау ұстаным дегенде де, мұнда да ұстаным дегенде де, мұнда да кең ұғым. Оған байланысты концепцияларына байланысты, принциптеріне байланысты, жекелеген проблемаларына байланысты, сол проблемалардың ішінде пункттеріне байланысты көп нәрсе айтуға болады. Оның барлығы диссертациялық жұмысқа жаңа айтқандай оңай әрі қиындық келтіргенмен, бірақ ең негізгісі жұмыста ең қажетті материалдарды іріктеп отырып, негізгі концепцияларды іріктеп алған. Жалпы сарын дегенде біз тек қана идеяларменен, концепциялармен шектеліп қалмай, ең бастысы сол сарын қалай айтылды, қалай жеткізілді, көркемдік ерекшеліктері қандай. Мысалы, әлгі ұйқастар болды айта беретін өлеңдер бар ғой, ондай өлеңдерде көп. Бірақ соның бәрі өлең бе? Бізде мына осы жалпы басқа ғылым саласындағыларды әдебиетке байланыстырып қорғағанда, онда мен байқайтыным, сол диссертацияға арқау етілген идеямен сол идеяны бейнелеген шығармалардың көркемдік деңгейі қаншалықты қабысады деген мәселе осы философтардың арасында айтып жүрмін осы пікірді. Бірақ енді олар көп жағынан мазмұн жағынан назар аударады. Біз әдебиетшілер мазмұннан бұрын ең алдымен көркемдік деңгейіне қараймыз. Бұл нағыз көркемдік шығарма ма? Эстетикалық биік талаптарға жауап бере ме, жоқ па деп. Сонда ғана эстетикалық биік талаптарға жауап берсе ғана ол жас ұрпаққа сіңімді, солардың табиғатына, дүниетанымына әсер ете алады. Ал енді сіздердің сұрақтарыңызға байланысты мен риза болып отырмын. Өткен сұрақтар нақты, сосын диссертациялық жұмыстың болашағына ықпал ететін, жас зерттеушілерге алдағы уақытта ойластыра жүретін, жалпы жаңа ғана емес, жалпы алдағы уақыттағы жас зерттеушілерге осы уақытта ізденетін болса, жақсы сұрақтар керек болар деген оймен айтылып жатқан сұрақтар. Енді диссертациялық жұмыста менің бір риза болғаным, біріншіден материалды жақсы біледі. Материалды жақсы білетін, өткен ғасырлардағы материалдарды өзара сабақтастығын, көркемдік дәстүрдің сабақтастығын, идеялық сабақтастығын айтуынан, сосын бүгінгі күнде солардың қалай жалғасқанын айтуы, бұл диссертацияның диссертанттың жан-жаққа алақтамай, қобалжымай, өз тақырыбын алып шыққанына дәлел болады. Енді жаңа ұстанымдарына байланысты айтатын болсақ, ол жайында жаңа жеткілікті айтылды ғой деймін, ол жағын көп көрмей қойып. Жақсы, рахмет. Бұл кісі нағыз поэзияның өзімен жұмыс істейтін қандай институттың атын ұмытып қалдым. Иә, директор. Өте жақсы түсініктер айтты. Тағы кім сөйлеуші келеді, пікір айтқысы келеді. Профессор Дәулетбекова. Енді мынау бүгінгі қорғалып жатқан тақырыптың өзектілігі ешқандай дау тудырмайды деп айтып жатырмыз. Мен соған қосымша дәл осы тақырып дәл бүгінгі күні мынау мемлекеттік стратегиямен тікелей сабақтасып жатқанын айтқым келеді.
Өйткені қазір болашаққа бағдар рухани жаңғыру мәселесі көтерілген тұста, сол рухани жаңғырудың бір нақты көрсеткіші өте секілді көрінеді. Енді ол мемлекеттік стратегияда бұл бұрыннан айтып келе жатқанмен, біздің педагогика ғылымында бұл мәселе оң шешіліп келе жатыр деп айтуға толық негіз бар. Өйткені кез келген ғылым ол қоғамнан алда жүру керек дейміз. Оның ішінде әсіресе педагогика ғылымы алда жүру керек. Себебі педагогика ол ертеңгі болашақты тәрбиелейтін орда ғылым, сондықтан ол алда жүру керек десек, тура осы мәселеде түркілік сарын бұл болашақ қазақ филологтарын, қазақ мұғалімдерін қай тұрғыда дайындайды дегенде, бұл ең бірінші кезекте сол мұғалімге керекті ең басты қасиет оның ұлттық рухының болуы, ұлттық санасының болуы десек, соған тікелей ықпал ететін кәдімгі ұтымды пән деңгейінде шыққан деп атауға болады. Енді екінші айтылатын нәрсе, мынау ғылымда бағанадан бері айтылып жатыр, ғылымда бұл жақсы зерттелді деп, ғылыми тұрғыда, теориялық тұрғыда жақсы зерттелді деп. Жаңа Айекең де оны өте жақсы айтты, қазір де сондай үлкен деңгейдегі зерттеулер бар деп. Бәлкім соны да қоса түскен кезде, мынау ғылымның өміршеңдігі неде? Ғылымның өміршеңдігі оның білім жүйесіне енгенде, білім жүйесіне енген ғылым ғана қоғамға қызмет етеді. Осы тұрғыдан келгенде де бұл жұмыс сәтті жұмыс деп есептейміз. Үшінші нәрсе, мынау парадигмалар, қазіргі білім берудегі жаңа парадигмалар, соның ішіндегі бір ерекше парадигма, ол білім беруді тұлғаның құндылықтық бағдарын күшейту парадигмасы. Мынау түркілік сарын дегеннің өзі тұнып тұрған құндылық, сондықтан да осы құндылықтарды оқыту деген мәселе. Енді бір ғана нәрсені айтқым келеді, осы тақырыпта көне түркілік сарын және оқыту ұстанымдары деп бір шектеп қойған сияқтымыз Бақтияр аға. Неге өйткені бұл жұмыстарда осыған дейінгі қорғалған жұмыстар секілді әуелде теориялық тұрғыда жазылып, кейін педагогикаға ауысқандықтан ғой. Ал бірақ сөйте тұра осы жұмыста жалғыз ғана ұстаным емес, бүкіл бір бүтін әдістеме жасалған көрінеді. Оның себебі ол таңдау курсының білім мазмұны, әуел оқыту мақсаты, міндеті, мазмұны, әдістері, жүйесі бәрі тұтас тұрғандықтан бұны әдістемесі деп алғанда ұтымды болар деп ойлаймыз. Енді қорытынды сөз, жалпы бұл курс мынау студенттердің кәсіби интеллектуалдық әлеуетін арттыруға қызмет етеді. Сондықтан батыл болыңыздар, жалпы жұмысты ұсынамыз. Рахмет жаңа тұрғызды тақым. Профессор Жұбаева. Өзіме дейін сөйлеп кеткен ресми және бейресми рецензенттердің пікіріне толық қосыламын. Жұмыстың үлкен бір құндылығы ретінде айтуға болатын нәрсе осы тақырыптың өзектілігінің негізі көп нәрсені танытады. Және қазіргі кезде, қазіргі мәңгілік ел идеясымен үндестіруде қазіргі кезде бұл жұмыстың маңыздылығын бір арттыра түскендей. Мына жұмыста әсіресе хронологиялық тәртіптің берілгені, көне түркілік идеялардың, көне түркілік сарынның идеялық мазмұндық жағынан қалай берілгені, ноғайыл дәуірінде орта ғасыр әдебиетіндегі көрінісі өте жақсы көрсетілген. Одан ары қарай хронологиялық тәртіппен Абай, Ыбырайларды байланыстырып, одан Алаш әдебиетінде Мағжанған, одан кейінгі кезеңде Қасым Омаржоловтың Жуанғұлда Ғариптің еңбектерімен байланыстырып, одан кейінгі қазіргі кездегі тәуелсіздік ұстындарына сәйкестендіре отырып, қазіргі кездегі қазақ әдебиетіндегі сабақтастық өте жақсы талдарын көрсетілген. Бұл жағынан алғанда жұмыстардан құтсау болады. Және тағы бір ескерте кететін нәрсе, мына жұмыстың басшылығында айтады. Ол жұмыстың жалпында көне түркілік тарихи ескерткіштердің маңызы әлі толық зерттеліп біткен жоқ. Қазіргі мына көрші елдермен дипломатиялық қарым-қатынас, ел басқару, мемлекет құру идеялары қазіргі кезде бізде тек қана түркітілдес халықтарда емес, бүкіл Еуропа елдерінде жақсы дәріптеліп жатыр, жақсы аталып жатыр дейді, бірақ сол тұрғыдан әлі зерттелмей жатыр деп. Сол сияқты мысалы ноғайыл дәуірінде орта ғасыр әдебиетін талдауда академик Рабиға Сыдықованың қазақ әдебиетінің тарихы деген еңбегі бар. Кейін осы 90 жасында жарыққа шыққан ауызша дамыған қазақ әдеби тілі бар. Кейінгі еңбектерінде монография қылып шығарам деп жатыр ғой, сол еңбектен назардан тыс қалмаса, сол еңбектер қамтыла түссе тіпті жақсы болар еді дегім келеді. Былай жұмыс өте жақсы, өте жоғары деңгейде, сондықтан өзінің ізденіп отырған атағына мен тигіземін. Жақсы, рахмет, орнына сақынғаныңызға. Ана сөйлеуіңіз Я хочу сказать, что в современном литературоведении
теория мотивности является очень популярной. Чтобы определить, чтобы была какая-то национальная самоидентификация, включение в мировое пространство, вот изучение казахской поэзии с точки зрения мотивности, это очень такой плодотворный путь. И он позволит включить казахскую поэзию в мировое такое литературное пространство, с одной стороны, а с другой стороны, это позволит понять особенности национальной казахской поэзии. И я думаю, с этой точки зрения мотивность была правильно избрана как один из предметов теоретического рассмотрения. Вот. Но это не простая мотивность, а тюркские, какие традиции, мотивы тюркские присутствуют в казахской поэзии. Тем самым, я думаю, что диссертант и его руководитель попытались показать нам пути, исследования казахской поэзии. Потому что не секрет, все-таки, когда рассматривается казахская поэзия, она останавливается на уровне историко-литературном или биографическом, да? А нужны какие-то такие хорошие, функционально действующие механизмы рассмотрения. И вот тот путь, который предлагает соискатель, он очень интересен. Вот. Это первое, на что обращает внимание. И второе, что это не остается какой-то теоретической такой вещью, только теоретические параметры рассматриваются, а оно позволяет выйти в практическую сторону. Это применение вот того механизма, который предлагается искателю на уроках литературы или на дисциплинах коллективных в вузах. Я думаю, что вот казахское литературоведение, оно вот с современными нашими учеными вступает на какой-то новый уровень. Вот, уровень такого хорошего теоретического осмысления и включения в практическую какую-то практическое применение. Мне тема понравилась, мне понравилось, как защищался диссертант. Вот. Я работу полностью поддерживаю и считаю, что она заслуживает исходной степени. Үш адам сөйледі. Бәрімізде жұмыстың екі сарапшы, екі жетекші, кеңесші, үш адам қосып сөйледі. Меніңше жұмысқа жақсы таңдау берген сияқты. Енді мен бір-екі ауыз сөзді өзім қосайын. Жалпы жұмыстың тақырыбы өте жақсы таңдалған. Зерттеу жұмысы өте орынды. Қазіргі жаңағы Жанар Тұрарбекқызы айтқандай рухани жаңғыру кезіндегі ары қарата ұрпақтан ұрпаққа кететін дүние бұл дегеніміз. Жай уақытты өткізбеген докторант пен жетекші өте жақсы тақырып таңдаған. Сондықтан мен ол кісілерге рахмет айтамын. Бұл өйткені өте пайдалы нәрсе. Бүкіл кеңес мүшелеріне рахмет айтамын. Осы жұмысты талдап, мына отырған докторанттарға бәрімізге пайдалы нәрсе. Сондықтан осындай қорғау өте берсін. Енді ары қарата жұмысымызды жалғастырайық. Барлықтарыңызға рахмет айтып отырып, арнайы талдауды жабық деп жариялаймыз. Енді есеп комиссиясының құпия дауыс беру үшін есеп комиссиясын сайлауымыз керек. Мұнда мынандай ұсыныстар түсіп отыр. Педагог ғылым докторы доцент Дәулетбекова Жанар Тұрарбекқызы, төрайым филология ғылымдарының докторы Жұбаева Орынай Сағынғалиевна, педагог ғылымдарының докторы профессор Қасымова Рашида Тәуекелқызына ұсыныс түсіп отыр. Осы есеп комиссиясының мүшелерін дауыс берейік, қабылдайық. Рахмет. Басқа кісілер қазір жақсы. Енді сөз есеп комиссиясының төрайымы, педагог ғылымдарының докторы, доцент Дәулетбекова Жанар Тұрарбекқызына беріледі. Хаттамасымен таныстырайын. Есеп комиссиясының Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті жанындағы білім мамандықтары бойынша құрылған философия докторы дәрежесін беру жөніндегі 6D0140 диссертациялық кеңестің 17 жылдың 11 мамыр айындағы отырысының хаттамасы, нөмір 3 хаттама. Таңдалған комиссия құрамы төраға Дәулетбекова, комиссия мүшелері Жұбаева, Қасымова. Әлиева Жанат Әлжаннаның PhD философия докторы дәрежесін алу үшін жазылған диссертациясына жасырын
дауыс беру нәтижелерін санау үшін комиссия таңдалды. Диссертациялық кеңестің құрамы 15 адам болып бекітілді. Кеңес құрамына шешуші дауыс құқығына ие қосымша адам енгізілген жоқ. Отырысқа 15 кеңес мүшесі қатысты. Оның ішінде қарастырылып отырған диссертация тақырыбы бойынша 4 ғылым докторы бар. Таратылған бюллетен саны 15, таратылмаған бюллетен саны жоқ, жәшіктегі бюллетендер саны 15. Әлиева Жанат Әбілжановнаға 6D011700 қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша PhD философия докторы дәрежесін беруге ұсыну сұрағына қатысты дауыс берудің нәтижесі. Қарсы емеспін 15, қарсы жоқ, жарамсыз бюллетендер жоқ. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау комитет ережесіне сәйкес біз есеп комиссиясының хаттамасын бекітуіміз қажет. Қарсы қалыс жоқ. Бір ауыздан бекітілді. Солай ғой? Сөз кезегі Әлиева Жанат Әбілжановнаға берді. Айтамын. Құрметті кеңес төрағасы, кеңес мүшелері және ресми оппоненттер және ғылыми жетекшілерім, сіздердің айтқан ұсыныс пікірлеріңізді алда ескереміз және сенімдеріңізді ақтаймын деп уәде етемін. Бәріңізге рахмет. Айгүл апай, Төкен апай сіздерге. Жоқ, Төкен апай емес, ана кісілер. Айгүл Серік, Төкен Қонысбаевна және жетекшілерім, оппонент кеңес мүшелері бәріңізге рахмет. Демеуші болған, сүйеуші болған, тілектес болған. Жақсы рахмет. Енді кезекте диссертация кеңесінің қолдарыңызда кеңестің қорытындысына назар аударыңыздар. Ұсыныстар мен пікірлер бар ма? Қараңыздар. Ұсыныс. Негізге алынсын деген ұсыныс бар. Қалай қарайсыз? Жақсы, негізге алынсын. Онда соған дауыс берейік. Рахмет. Енді диссертацияның классификациялық сипаттамалары бар. Қараңыздар. Соңында. Бірінші. Екінші. Екіде бір. Үшінші. Қандай? Төртінші. Бесінші. Алтыншы. Алтыда бір. Сонымен жіктемесін диссертациялық жұмыстың классификация сипаттамаларын қабылдаймыз, соған бәріміз дауыс береміз. Осымен кеңестің отырысын жабық деп жариялаймыз. Диссертациялық кеңестің мүшелеріне, ғалымдарға үлкен рахметімізді білдіреміз. Сол сияқты келген бүгінгі жұмысқа берген сарапшыларға, жетекшілеріне, кеңесшілеріне үлкен рахметімізді айтамыз. Жастарды тәрбиелеп, ғылымға осылай ендіре берейік. Рахмет.